адам мақұлық дейді да, хайуан дейді да, ол да жануардың бір түрі ғой, негізі адам дегенше. Енді қараңыз, адамдар да сол қой сияқты тобыр болған кезде, яғни құлдық сана болған кезде бір-бірін құтқара алмайды. Өлтіріп алса құтқара алмайды. Сол қазақтарға айтсам, есексін, қойсын десе, еще өзінше бір намысшыл бола қалады да. Намыстары қайда деймін да, бүгін қазақ қызының соты болды, бір еркек жоқ. Ал қазақ қызы өзі үшін шырылдап жүрген жоқ ол. Ұрпағы үшін шырылдап жүр да, шындықты айтып. Сонда айтады ғой, отырып шетелде битіп сөйлейсіңдер, сендер Қазақстанға келіп көріңдер деп. Қазақстанда бір-біріне қолдау бермейді, бір-бірін артқа тартады ғой. Бір-бірін стап береді. Ой, сені эфирда көре қалса, мынау мен танысым еді ғой, мынау осындай адам деп, дейді, атта тегіне дейін айтып береді ғой. Бізде қазақтар сонда есек қой. Еще есек десен ренжит, есек емеспін деп. Қой деген бар ғой, кішкене жұмсақ айтылған ба деймін да қазақтарға. Қой емес, есек қой. Чегіліп жүре береді ғой. Тапқан табысын бәрін бір күндігіне айту жеген бір-екі макаронына мәз болып, қалғанын өкіметке бергенге мәз ғой. Дұрыс айтасыз. Осындай көрдіңіз, сіз сияқты батыр қыздар керек бізге. Көрдіңіз, ұлдардың барлығы қашып кетеді. Білмеймін, біз неғып жігіттер қорқақ болып қойғанша қашады ғой. Осы қыздар бізде қайтаға батыр, жаңа Бекзат сияқты, сіз сияқтылар қорықпай айтады. Мен бара алмадым Бекзат ханымға. Мен ол кісіні жақсы танимын. Мен бара алмадым, данный момент о жақта емеспін да мен бара алмадым ол кісіге. Хотя бы бір адам болсын, бір поддержка беріп, хотя бы әйтеу соттың ішіне кіргізбесе де сыртта тұрсам да, ол кісі әлде қайда кәдімгідей жақсы болып қалар ма деп ойлаймын да. Бізде мен эфирда байқап жүрмін, біз сол кісі жағынан эфирға шығып батырсымақ болатын еркектер отырады да, Қазақстанға келіп сөйлесеш, сен чорт деп. Өзі чорт деген сөздің мағынасын білмейді да. Неге бізде Қазақстанда осы қыздар қайтағандай, білмеймін, активный сияқты ма, бір білімді сияқты да маған мне кажется, балдар андай, как будто қалбит болып кеткен сияқты андай бір. Қалай айтсам болады, тупой ма, колхоз, білмеймін, қалай айтам, мәмбет деп айтайын ба, не деп айтайын, тупой деп айтайыншы, бір тупой ма, оқымаған, сондай оқымаған балдар қыздар қайтағандай активный, сондай саяси сауатты, мәдениетті, боқтамай сөйлейді да, қыздар, әйел кісілер ер азаматтардың аузына келген боқтайды, неменеге олай түсінбеймін, или оған бәрі рұқсат, ер деп жаңағыдай барлық рұқсатты привилегия беріп қойған ба? Анандай ғой, мәдениетсіз оқымаған олар. Қазақтың жігіттері былай ғой, өтірік намысшылмын дейді да, бірақ өзінің қарындасын эфирға шығып қорлап отырады, аузына келгенін көкіп. Мен намысшылмын, мен қазақ үшінмін дейді да, өзінің әке-шешесінің пенсиясына күн көргеніне мәз болады. Мен намысшылмын дейді да, өзінің бала тапқызсаған әйелінің бала шағасының ақшасына күн көргенді ұмыт кетеді да, ондай кезде намыстарын. Ал осылай шетелде отырып, сендер сөйлейсіңдер деген кезде намыс ояғап, сен Қазақстанға кеш бірге бір кездесейікші дейді да, тікке қарасам басын көтере алмай сөйлеп тұратын еркектер ғой бізде қазір. Енді қараңыз, мен осы эфирде қаншама жігіттермен сөйлестім да, қанша айдан бері личкаға жаз, ячейка құр деп айтам, біреу маған ячейка құрам деп жазған жоқ. Қараңдаршы. Жазбайды, қорқпайды, қорқады. Бастапшы. Еркектер емес, қыздармен жұмыс істей ма, солар жаңағыдай қолынан келетін сияқты, жанына дарық дегенде білесіз, Франциядағы азаттық үшін күресіп, ағылшындарды жеңіп шыққан, яғни азаттық король жеңіп шыққан, яғни өзінің корольдерін жеңіп шыққан, жанына дарық деген болған, білесіз? Біздің Тамирис сияқты қыздар бар ғой, батыр қыздар. Сол сияқты қыздармен сол жұмыс істей ма, ячейка құра ма, қыздар осы мықты сияқты жігіттерден қарағанда. Жоқ, бізде де бар ер азаматтармен бәрін бірдей демеймін. Қаны, маған жазған жоқ қой, личкаға жазсын да, қаны. Жоқ, мен айтқым келетіні, бізде мына эфирда бар ғой, Берік аға тыңданышы, ренжімеңізші. Бізде мына шынайы мықты еркектер, шын намысшыл еркектер тиктокта отырмайды. Олар шынайы өздерімен көбі мақұрым білмейді, мемлекетте или білсе де эфирға кірмейді. Олармен бұлай басқаша
қағаз тарату керек па білмеймін, көп Листовка тарату керек. Көшеге шығып күнде листовка тарату керек. бізде еркектер бар, мықты еркектер. Мына эфирға кіріп алып айтысып, сіздермен неше түрлі дейтіндер, олар әлсіз еркектер. Кері тартатын кері нелер ғой, анандай типа өтірік намысшыл еркектер. Шынайы еркектер бізде өте көп, эфирға кіретінде арасында бар еркектер, шын халқым үшін деп осылай интернет желісі дамыған, қазір интернет желісі. А бізде интернет желісінде кімдер отырады? Өңшен бездельниктер отырғандар, өңшен қайдағы жоқтарды насихаттайтын сондай еркектер, ылғи сондай жиналған еркектер ғой көбіне. Эфирда осылай. Қараңыз, менің ойымша, маған қыздармен жұмыс істеген жеңіл сияқты, потому что қыздар активный сияқты, қорықпай істейтін сияқты, батыр сияқты. Батыр сияқты. Мен жігіттерден қарағанда ше, мен қазір қыздарды батыр деп есептеп жатырмын. Неге? Себебі қыздар білімді, оқыған, шоқыған, мәдениетті, боқтамайды, қолынан іс келеді, олар істейді. Ал жігіттер боқтайды, қырылады, бір-бірімен төбелеседі, бірақ ештеңе істемейді. Әңгімен айтады, мұнда парларын, яғни өкпе назын шығарады да, сонымен жоқ болып кетеді, таппай қаласың. Ячейка құр деп, кеше қанша жігіттер келді, ячейка құр деп, личкаға жаз дедім. Біреу жазған жоқ қой, қанша уақыттан бері ячейка жинап жатырмыз да. Жазған жоқ маған личкаға. Қыздар жазып қалатын сияқты маған осы. Жазыңдар. Бізде еркектер эфирға шығып сөйтетін еркектер, олар нәпсілері қорқақ қой, олар бір-ақ күндік ана өткен өмір, ол өліп кетеді болды, ар жағы не волнует оған, оның өз өмірі кайф болса болды ғой. Оған не волнует, ол келешек қалай болады. Ашық шындық қой ол. Иә, олған бір күн тамағым тоқ, бір күн нәпсім тоқ болды. Сол қазір көп еркектер деп айтпаймын, енді бар. Бізде ондай өте көп негізі расымен. Нәпсісіне бола, күн көріп жүргендер ғой бәрі. Бір күнім айты, өзім аман болсам, өзім бір 3-4 үй ішім аман болса, болды. Өзінің жүріп жатқан, өмір сүріп жатқан кезі жақсы болса болды. Одан кейін баласы, оның баласының баласы, ертеңгі күні баласының баласы, мысалға, мен көзіме елестетудің өзі қиын, менде ұрпақ жоқ, менде бала жоқ, бірақ менде елестетуімнің өзі қиын. Біздің қазақ деген ұлт, сыған сияқты өмір сүріп кетсек қайтеміз, көрілген біреудің желегінде, мысалға, біздің өзіміздің ұлтымыз бар, бірақ жеріміз жоқ та. Енді қараңыз, қазір бізге 4000 ячейка керек, 20 000 адам керек. Мен ойлап отырмын, егер жігіттердің былай айтқан кезде екі енектерінің жетпейтін болса, күштері, дұқтары да, онда қыздардың батальонының құрамын деп отырмын қазір, ячейкаға ше, қыздардан жинаймыз, батыр қыздар. Мен қосыламын. Батыр қыздар. Мен сіздің айтқаныңызға. Содан, иә, құдай қаласа. Сосын Томиристің мықты отрядтар болған, баяғы сол сияқты түнде шығатын партизанский не сияқты, движение сияқты бір отрядтар құрып, ячейка арқылы бірігіп, істейтін ячейка арқылы. Ядро сопротивления деп айтады ғой, оны ше, түнделетіп листовка таратып шығамыз. Листовканың қазір түрлерін көрсетемін мен сіздерге ше. Листовканы остановкалерге, адам көп жүретін көшелерге, столбыларға, мешіттерге, базарларға жабыстырып шығып керек, түнделетіп ше. Бетіңе мас киіп алып ше. Қыздардың қолынан келеді, жігіттер қорқақ негізі, мен айтайын. Қазір көрсетемін. Иә, қорқақ, өте қорқақ. Жігіттер өте қорқақ болып кеткен. Мынандай листовка таратып шығу керек, А4 қағаз қолыңа скотчпен қайша аласың. 2 адам болып шығу керек түнде. 2 адам болып. Оңай болады да, бір-біріңе жаңағылай жабыстырған кезде тез жабыстыруға біреу қайшығымен қырқып тұрады жаңа скотчты. Біреу ұстап тұрады жаңа қағазды остановкалерде жабыстырып жатқан кезде ше. Бір ячейкада 2 адам, мені қосасыздар 3 адам боламыз. Бірақ доверенный адам, өзіңізге сенетін адам. Иә, ол жағы міндетті түрде ғой. Ана просто айтқым келетін, еще көп адам әлі білмейді. Қазақстанда не болып жатқаным бар ғой. Қандай, ана телевизордан қарап алады да, өтірік жаңалыққа сеніп, мысалы, айтсаң қойшы осындайларынды деп. Одан кейін Әбіләзовты ұрығары деп, осы Әбіләзов деген кісі, мысалға, сол кісінің арқасында Қазақстан болып тұр деймін ғой мен. Ол кісі осы халықтың көзін ашып, осы қанша жыл болды күрескеле жатыр, соның бәрін осылай шулатып отырмағанда, Қазақстан вообще уже баяғыда тек ұлты қалып, жері қалмас пет деймін да мен.
осылай каждый раз жалғыз өз эфирға шығып қанша сөз айтқанның арқасында бізде Қазақстанда әлдеқайда жақсы өзгерістер болып жатыр ғой. әрине дұрыс айтасыз, дұрыс, керемет Сол айтасыз. кісі қанша насихат жасап отыр, қанша денсаулығын құртты, айтатындары бір ана өтірік ұрлады, а неге Назарбаев пен Тоқаевтың ұрлап жатқанын айта алмайды. Өйткені қорқақ. Әблязов шетелде қолынан түк келмейді, оған бәрі оңайда жала жаба салу. Сен ұрладың, бірақ дәлел жоқ та ұрла кеткен. Тоже ауызша айтқан ұрлық жасады, бізде Қазақстанда өтірік. Бізде заң бар, бірақ қағаз жүзінде бар да, іс жүзінде жоқ қой бізде. Әрине, Біз сияқты сөйлегендерге заң бола қалады да, өздеріне келгенде заң жоқ. аха, ана артын сүртіп туалетке лақтырып жібереді ғой конституцияны қағазына. Иә. Ата заңымызда Қағаз жүзінде ғана бар ғой. әжетхананың несі қағаз болып кетті ғой ол айтқан кезде. Бізге ғана жүре қалады. Біз осылай сөйлеп, шындықты айтып, бізде сөз бостандығы жоқ қой. Айта қалсаң, бізде ғана заң бола қалады. Келіндер, мен оңтүстік жақтың жігітім да, өзім Жетісай жақтан боламын да. Мен де Қанша оңтүстікпін. келіндер мысалы үшін андай құл болып жүр да, андай ше. Сәсеттерімді келіндеріне қарап жаным ашитын тұғын, андай құл қылып жүрген да, андай жұмсай береді, өзіне қарамайды, 5-6 бала туып тастаған, короче. Кейін жағдай бар ше, андай нормальный бір өмір жоқ та бізде Қазақстанда ше. Ол ер азаматтарға да бәрібір пофиг өмір сүре береді. Әйтеуір жүре береді. Арақ ішіп, жаңағы темекі шегіп, горилла ішкеннен мәз да, жаңағыдай сол блогерлердің өмірін қарап, соларға жаман комментарий жазып, қыздарға қарап, қыздарға жаңа ана жерінді көрсет, мына жерінді көрсет, үйткін, шешіңін деген сияқты жаман комментарийлар жазып, соған мәз күлгеніне, мазақтағанына мәз болып жүрген жігіттер қаншама жастар. Сосын тегін донерге таралысып, тегін палауға таласып жүгіріп жүрген азаматтар қаншама. Айта беріңіз. Тура айтасыз. Барлық жерде солай ғой, ол тегін нәрсеге кәдімгі. Еще ұры-қары деп айтады да. Мысалы, мен өзім Әблязовты қолдаймын, тыңдап жүргеніме 5 жыл болды. Ол сол кісіні ұры-қары дейді да, бірақ өзі де ұры ғой. Күнін әзер көреді, бір кішкене болсын, пайда болсын деп, ұрлық жасап жүргенін мойындағысы келмейді. Сен де ұрлық жасап жүрсің ғой, сен де арамдық істеп жүрсің ғой. Сен сонда кімсің деймін ғой мен. Әйтеуір жерден жұмыс істесең, бір нәрсені жек қалу керексің. Бірдерде мысалы продавец болсаң, одан бір пайда көріп, бірдеңкені ақырын қалтаңа салып ұрла кетесің, сен не тоқшылықтан соны істеп жүрсің ба деймін ғой. Сен Әблязовтан да хуже ұрысың ғой деймін ғой. Әрине. Адам өзінен бастау керек та, біреуді ұры деместен бұрын өзінен бастау керек. Мен ұрлық жасап жүрген жоқпын ба? Мен осылай Қазақстанды кері тартып, мен қиянат жасап жүр. Әблязов хотя бы Қазақстанды алдыға дамысын, ол не еріккеннен, оны кек қайтару дейді. Ол зачем оған кек қайтару? Ол келешек ұрпағын ойлап отыр. Қайдағы кек жайлы айтады деймін да мен. Қанша сотталғандар шықпай ма онда? Бізді әділ соттаған жоқ, біз кек қайтарайық деп мысалға билікке қарсы шықпай ма? Онда ерік жігер жоқ та, Әблязовтағыда ерік жігер жоқ ешкімде. Ондай ми деген бізде бар ғой, еркектерде ми, су ми болып кеткен, есек болып кеткен айтып тұрмын ғой. Еще ренжит, еще өзінің қазақтың қызын намысын таптайды да, өзге ұлт бірдеңкеде қаса, или тағы біреу бірдеңкеде қаса намысшыл бола қалады да, а өздері өзіңіз айтқанда эфирде отырып, қазақтың намысын таптап отырады да, былай келгенде, басқа біреу келгенде өзінше намысшыл бола қалады, ал іске келгенде вообще іс-әрекет жоқ қой. Енді қараңыз, біздің жігіттер мықты болса, мына сасық шірген жүйені біз қанша уақыт бұрын ауыстыра дедік та. Жігіттерден мен қазір ешқандай үміт күтіп отқан жоқ, потому что тупой, активный емес, пассивный, саяси, сауатсыз, ешқандай білімі жоқ, оқымаған, деп бір-бірін мазақтағаннан мәз. Солай болып жүрген жігіттер қаншама тегін палау, тегін донерге таласып жүр. Сосын бар жаңа Инстаграмға, Ютубқа, жаңағыдай осындай стримға кіріп, қыздардың жаңа көкіректеріңді аш, ана жеріңді көрсет, мына жеріңді көрсет.
жаңағыдай мен сені жаңағыдай жақсы көремін бірдеңе ештеңе деген сияқты сондай болмайтын әңгімелерді айтып отқанға мәз болып жүреді. Амилайдың алдында отырады, сампоның алдында отырады. Мен қазір қанша уақыт осы стримде жүріп анализ жүргіземін да, мен постоянно кім не сөйледі, қандай әңгіме айтты деп ше. Көбінесе ер азаматтардың боқтайды, андай мәдениетсіз, саяси сауатсыз. В общем, бәрі емес, бірақ сондайлар көбейіп кеткен да, сондайлар қалбиттер былай айтқан кезде көп та. Митингқа шығайық, бейбіт шеру жасайық, Тоқаев Назарбаевты шіріген жүйесін ауыстырайық десең қорқады. Сосын личкаға жаз, телеграмнан ячейка құрып түнде листовка таратайық десең жазбайды, қорқады. Вообще не істеймін білмеймін, қыздармен істеп көрейін деп жатырмын мен. Қыздар болса жазыңдар личкаға, ячейка құрайық, түнде листовка таратайық, сөйтіп көрейік істеп. Хотя бір қалаға практика болып айтып көрейік, хотя екі қыз болса да, бір адам болса да айтып ячейка арқылы істеп көрейік. Егер солай жұмыс істеп жатқан болса, онда жайлап көбейтуге болады. Бізде еще 500 ячейкамыз бар, одан бөлек. Ол ячейканы тоже активизировать ету керек. Оған Қазақстаннан Европаға 2 адам керек бізге, чтобы жұмыс істеп, қадағалап, контроль жасап отыратын. Яна референдум болады деп жатыр ғой, мысалға бізде АЭС салады деген кезде де болды ғой. Қағаз таратылды бәленбай миллиардтап. Сонда айтам да, тоже жатты ғой, бәрі ой өтірік, ол бізге салмайды, ондай біз қарсымыз деді да. Бірақ ешкім тыңдаған жоқ қой. Ол кезде де анандай прямо қатты шулатпады да, осындай не болады деп. Содан кейін халық көтерілмеді. Өздерін білген істей салды, не істесен оны істеп алды. Бірақ оны өздері қағаз жүзінде қол қойып істеп салды ғой. Ешкімнен рұқсат сұраған жоқ, өздері өз беттерімен бәрін қол қойып решение шығарып саған. Қазірде мысалы Россия мемлекетімен референдум болады деп жатыр, одан да бізден рұқсат сұраған жоқ қой ешкімнен. Оны даже іске асырып тастауы да мүмкін де. Осылайынан қазақтар жатыр, есек ми боп. Ешкім анандай көрсоқыр болып жатыр да. Керек емес түкте де. Поздно болады да, уже керек емес деп жата берсе. Қазақтар датавын адам болып кеткен ба, мен кәдімгідей бар ғой. Ұялам мен қазақ дегенге, ана орыстарды орыс десең кәдімгідей, мен орыс емеспін деп неге айғайлайды деймін, походу оларда да ұялатын сияқты ғой, орыспыз деп айтқанға. Өзбекке өзбексің десе мен өзбек деме дейді мысалға. Мен де скоро айтатын сияқтымын, мен қазақ деп айтпа деп. Мен айтқым келетін, осында жігіттерді тыңдап отырса, өтірік намысшыл болуларыңды қойыңдар, өтірік ана намыстарыңды білмеймін енді бір жерлеріне салып жүру керек сияқты. Қазақстанға кеп сөйле деп Қазақстанда сөйлеп жатқандарды көріп жатырмыз ғой, не болып жатқанын, сөз бостандығы жоқ. Мен таң қалмаймын, маған ертең келіп тұрса да, маған келгенде уже эфирға шығам деп, мен қорықпаймын да ше. Просто сотталып кету, сөз бостандығы жоқ қой бізде. Келеді, ескерту береді, штраф салады. Мен мысалға, менде счеттарым ареста, мен төлемеймін, төлейтінде ойым жоқ оны. Мысалға айтам да, бізде сөз бостандығы жоқ, өтірік еркек сымақтар шығып ап, сендер Қазақстанға кеп сөйлендер дегенге мен белсенділерге айтар едім. Ешкім тыңдамай, өздеріңіз осылай қалай эфир жүргізіп жатырсыз, жүргізе беріңіздер. Мен айта берем де, осы белсенділердің арқасында біз Қазақстан әлі Қазақстан болып тұр. Егер еш қайсы үндемей шықпай қойып, Қазақтан шаршадым десе бар ғой, біздің билік вообще білгенін істейді ғой. Әрине. Сол үшін ғой мен айтып жатырмын ғой сіздерге, бірігу керек, қазақтар ауызбіршілік керек. Ұяшық құрыңдар, телеграмнан ұяшық құрыңдар. Қазақта ауызбіршілік деген білмеймін, туыс-туысты көре алмай артқа тартып жатқанда әлі бірталай жұмыс керек сияқты бар ғой. Көре алмайды ғой, жанындағы жақын туысын көре алмайды сені. Сәл көтеріп қалса, әділдіктің жоғынан, көрелмаушылық, әділдіктің жоғынан айтамайды, қорқады, көшеге шығып митинг ете алмайды, өзінің құқықтарын талап ете алмайды, айлықтың көтерілуін талап ете алмайды, кредиттің кешіруін талап ете алмайды. Бұл айтқан кезде трусливый народ дейді ғой, трусливый, қорқақ халық, қорқақ. Оның бәрі неге көре алмаушылық неге көбейіп барады?
айлан келгенде осы бәрі қымбатшылық, кредитқа батқандық. Содан егер бізде бәрі жақсы болса, адамдар бір-біріне деген агрессия болмайды, бір-біріне деген көре алмаушылық болмайды. Біз ана немеден Дубайдан да жақсы өмір сүруде уже баяғыда біз Дубайдан да жақсы өмір сүруіміз керек болған. Шындығына келгенде. Иә. Бізде ықтиябы бар ғой, өздерін ұрлап жатқан нәрселерін бермей-ақ қойсын, иә. Бірақ Қазақстанды оңа сайын күннен күнге давить етеді ғой, күннен күнге. Кәдімгідей білмеймін, жан-жақтан мына өкімет негізінде мына қазақты бір-біріне өзі айдап салған ғой, бір-біріне жау қылып қойған ғой. Ана бір тиын бір қазақтың баласына бір тиын беріп жатқан жоқ. Қазақтың мына пенсионерлардың бәріне мына немеде ИП болып жұмыс жасап отыр ғой, саудагерлер, солардан алып отыр да, налогтарын солардың көбейтеді. Одан жолдың налогын төлетеді, мысалға. Қарапайым халық бір-бірін күнін өз әзер көріп жүр да, бір-біріне айдап салып қойған ғой. Қазақты бір-біріне. Құл болып кеткен ғой қазақтар, құл. Одан ана руға, жүзге бөліп сен мына жақтансың деген бір эфирді таратып жібереді да. Соған бәрі кіреді. Мен мынандай руымын кәдімгідей бар ғой, бір қуғынбай бір әңгімелерді айтып отырады ғой. Бір-біріне айдап салып қойған ғой қазақты. Соған әдейі бір-біріне қазақты бір-біріне айдап салып отыр ғой. Түгелім бір-біріне. Мен бүгін ең зам келгені кәдімгідей қазақтың жігіттері шығып алып, сен шетелден кел, Қазақстанға келде, осылай сөйле дейді. Бірақ Қазақстанда жүріп, Бекзат Төлегенова бүгін соты болды, осымен уже 3-ші соты, тағы 4-ші соты болам деді. Бағана нелерін көр қалдым, мен ол кісінің салған видеоларын. Сол кезде кәдімгідей айтам да, бір жігіт жоқ деймін да, со жақтан эфирға шығып тұрып, кәдімгідей ана түрлерін ашамайды, өзінше бір намысшыл болып, сен дейді, Тоқаевтың ат деген бұйрығын көрдің ба, өтірік ана бұқа болғысы келіп, бар ғой, шошқа ешқашан бұқа болмайды деген келеді да. Мен еркектердің көбін мен шошқаға, есекке ғана теңеймін. Қорқақ қой. Өзерінше есектер ат болғысы келеді, шошқа бұқа болғысы келеді ғой. Біздің қазақтың жігіттері, яғни айтқан кезде, былай айтқан кезде, сасық көкірек болып кеткен, бір-бірін мойындағысы келмейді. Бір-бірін айтқанын тыңдағысы келмейді. Мен мықтымын. Былай айтқан кезде эгоизм ғой, эго деген нәрсе. Ол нәрсе деген жаман нәрседен ерекше. Былай айтқан кезде адамды өсірмейді, дамытпайды. Яғни ол алға ұмтылмайды. Сол бір неде тұра береді уровеньде ше. Таксовать етеді, охранник болып жұмыс істейді. Сондай сторик істейді, тағы бірдеңе істейді. Біздің қазақтың жігіттері мына әлемде болыватқан жағдаймен хабардар болып, Қазақстанның мынау шығарып жатқан мұнайынан неше түрлі, яғни продуктілерді шығаруымыз керек қой, бізде ойлап табуымыз керек. Бізде компьютер ойлап табуымыз керек. Бізде телефон шығаруымыз керек. Біз машина шығаруымыз керек. Біз робот шығаруымыз керек. Искусственный интеллектті қолданып үйренуіміз керек. Сол сияқты қаншама түліктер істеу керек, жұмыстар істеу керек. Біздің ол жолымыз емес, ол таксовать ету, охранник, стройка, тағы бірдеңе істеу. Ол біздің жастар қайтаға ондай ауыр жұмыс емес, мимен, ғылыммен айналысу керек, медицинаны дамыту керек, образованияны дамыту керек, экономиканы дамыту керек, военный структураны дамыту керек. Ағайындар, соны түсіну керек. Қазақтарға мимен жұмыс істеп үйрену керек та, мимен. Еврейлер айтады ғой, балаша. Ондайды дамытқан, кешіріңіздерші бөлгенге. Бізден абой... Мимен емес, қолмен ауыр жұмыс істейді да, мимен жұмыс істемейді ешкім. Мимен жұмыс істемейді. Абай облысының әкімі мысалға бүйтіп айтып жатыр екен, Аягөзбен Үржар қиылысына гостиницамен дейді, заправка салға жатыр екен да, сосын мешіт салға жатыр екен, 1,5 миллиард бөлінді дейді соған. Сосын мен ол кісіге жазам ғой жекесіне. Одан басқа салатын дүние жоқ па? Не көп гостиница жындыхана жиналатын, гостиница көп деймін да, қонақ үй. Одан кейін бізде АЗС көп.
заправка көп, мешіт көп, бір адам кірмейді оның ішіне деймін ғой. Не керек оның бәрі? Неге заводтар салмайсыздар? Адамдарға күнкөрісіне бір табыс болатындай нәрселер неге салмасқа деймін ғой. Ондай кезде мен кәдімгідей, мен сөз бостандығым жоқ қой уже. Маған кәдімгідей басқаша атака жасалады ғой. Мен оларға шындықты айтпауым керек, требовать етпеуім керек. Бізде Қазақстанда бар ғой, мына балақтағы битке дейін ұры ғой негізі. Еще отырып алады да Әбіләзовты ұры дейді. Одан кейін тағы да ойын бөлініп кетті ғой. Иә, ресторандар салып жатыр, толып жатқан, елге бір пайдасы жоқ дүниелер көп бізде негізі өте салынып жатқан. Білмеймін мен қанша адамдар мақұлық па, жатып алады да, біреу бір айтпай ма соны шығып, неге сен ондай нәрсені сала бересің қаптатып, неге сен бір елге пайда... Мен даже алды күні таксимен кетіп бара жатырмын да, таксиға айтады ғой, еще ана таласып жүр бар ғой, ана жер сыпырып мусор жинайтын нәрсе 85 мың төлейді екен, шығарып жүрген екен да ол кісіні ол жерден. 85 мың теңгелік айлықтан шығарып жүрген екен да, и сол кісі қазір таксовать етіп жүр екен ескі машинасымен. Сонымен ол кісіге сұрақ қоямын ғой, сіз енді осыған қанағаттанасыз ба 85 мың теңгеге? Сіз осы ескі машинамен жүргенге мәзсіз ба десем, енді қайтем, енді шүкір тәуба. Мен айтам ғой, сіз сияқты ер азаматтар шүкір тәуба. Мен айтам, жасыңыз 40 жаста, ары кетсе 35-40-тасыз деймін ғой. Неге сіз шығып айтпайсыз ойыңызды? 85 мың теңгелік жұмысқа талас жүрсіз, еще ол бір мусор жинайтын жұмысқа талас жүрсіз. Одан кейін мына айдап жүрген көлігіңіз дедім, 80 жылғы шыққан машина. Соған мәзсіз, біз қырғыз құрлы жоқпыз дейміз ғой. Қырғыздың қалқаған машинасын айдаймыз, орыстың қалқаған машинасын айдаймыз. Неге құқығыңызды айтып бармайсыз десем, ой мен не деп айтам, тыңдап жатқан ешкім жоқ қой дейді. Мен айтам, каждыйыңыз өйстіп айта бересіз де отыра бересіз. Конечно, тыңдамайды. Барып айта бер керек, каждый адам барып айта бер керек өз проблемасын. Неге сіз шындықты айта алмайсыз? Осылайынан тыңдап жатқан ешкім жоқ қой деп отыра бергеннен кейін де тыңдамайды да халықты ешкім. Сұмдық қой, 85 мың теңгелік жұмысқа мусор жинауға таласады орнына. Мен шығар жерді, мен соған енді қайтадан жалынып жүрмін дейді. Еще соған ана со жұмыс алушыға бірдеңке апарып беру керек екен ол кісі. И соған мәз, еще жолымыз деген чұрық-чұрық. Сіз налог төлеп жатсыз, неге требовать етпейсіз? Неге менің жолым чұрық тесік, қыста қар дұрыс көрілмейді, неге соны требовать етпейсіз десем, ой тыңдамайды. Сіз бар көрдіңіз ба десем, жоқ дейді ғой, еще өзі мойындайды, бар көрмеген. Бізде қазақтың жігіттер сондай, короче айтқанда, бәрі қайсымен сөйлеспе, бәрі сондай ойда ғой, тыңдамайды. Бірақ сөзбен ғана мықты. Айта алмайды, тыңдамайды деп өз ана түпкі санасына құйып алған, тыңдамайды деп, бірақ айтқысы келмейді, қорқақ. Ассалаумалейкум. Дер, қалайсыздар, аман есен ба? Саламатсыз. Фарида ханым ба сөйлеп отқан қазір? Иә. Мен мына рөлде келе жатып, қазір көрмей келе жатырмын, оқымай келе жатырмын, атыңыз жөнін кешіріңіз. Мен дәл осы сіз айтқан жолда келе жатырмын қазір. Аягөз, Семей, Павлодар, да? Осы жолда 1 апрельде Қазақстанда заң шықты. Мына шетелге қатынайтын көліктер, мына жұмыс демалу орындарын сақтау үшін 8 сағат, 9 сағат жүргізуде демалу керек шофер, жүргізушілер. Сол үшін біз талап еттік қой, гостиница жоқ бізге демалатын. Не гостиница салмайсың деп біз талап еттік қой. Бірінші гостиница болу керек адам демалу үшін жолдың бойында. Қазақстан заң шығарып қойды, көліктегілер демалсын деп, бірақ гостиница жоқ. Асық сондай салып жатыр ғой, енді асық бастар істемегеннен кейін заң шығарады бірінші, одан кейін гостиница салады. Сол айтайын деген едім да. Басқа жерлерде гостиница деген толып жатыр ғой мысалы. Толық айту үшін
Иә, М32-де толып жатыр, Алматының жолында толып жатыр. Мына осы жолда достық Қытайға баратын Аягөз, Семей, Павлодар, Павлодардан Астанаға қарай бар енді шамал. Екібастұзға кіріп кетеді, гостиницаға. Мына екі ортада Аягөз, Үшарал, Аягөз, Семейдің ортасы жоқ. Бар, ресторан, кафелер бар, ол жерде бірақ көп адам қабылдай алмайды. Сіздерге сонда 1,5 миллиард бөлінетін. Бұл жерде қазір 1,5 миллиард бөлініп тастаған сондай гостиница сіздерге бір күнде бүкіл жолаушы бір 100 адамдар жолаушы бір 100 адамдар деп ойлаймын өз басым. Мысалы, Англиядағы бизнесмен Қытайда заводы бар да. Осы көлікпен өтеді осы жерде, осы жолмен. Вот солар Германияның адамдары, мына Қытайда завод фабрикасы барлар, жаңыз Қытай емес қой өйді. Шетелдің адамдардың завод фабрикасы қой. Сол жаққа көлікпен жүреді көбісі. Анау Қазақстанның табиғатын көргісі келеді, жүргісі келеді. Жаз шықты, енді қазір шетелдің көліктер көп жүріп жатыр қазір. Солар кіреді, туристический жағандай развитие жасау керек. Бірақ оны ертерек істеп қою керек та, ертерек. Неге шетелдің бізде басқа да нәрселер көп қой, неге заводтар саламыз дегенде осылай шықпайсыздар. Мен өз Қазақстанның азаматымын, мен Қазақстанның азаматымын да, бірақ бельгийский фирмада істеймін, Бельгияның фирмасында. Біз талап етпейсіздер, неге басқа нәрсені талап ете алмайсыз? Неге заводтар салынсын? Неге именно сондай өзінің пайдасына, өкіметке пайда түсетінге сразу салына кетеді да, қазақтың пайдасына келетін нәрсе келгенде салынбайды. Неге сіздер сол қазақтың пайдасына тиетін нәрселерге шықпайсыздар да, үндеу жасап, талап етпейсіздер, өздеріңіздің бір күндік, бір ұйықтап тұратын кайфтарыңызды талап етесіздер да. Мен жоқ, жарайды, салынсын, неге басқа да нәрселерге талап қоймайсыздар? Бізде енді мына билік бар ғой, билік, диктатор билік, ол завод, фабрика салдырмайды, салғанда да ертең жауып тастайды. Неге? Ол жерге халық жиналады. Халық жиналған жерге жауып тастайды олар. Өйткені халық талап етеді. Үйіп төгіп, жайлап қана қылайық, одан кейін мешіт салайық та, күндіз бойы иман, түнде иван болатындай қылып, мешітті толтыра берейік. Толып жатқан АЗС-тарды сала берейік. Бірінен бірі асып түседі. Бір Аягөздің басында қанша заправка бар білесіз бе сіз? Ол заправкілер бірақ талапқа сай емес көбісі. Енді жарайды, сіз заправканы да талап еткен шығарсыз. Жолдың бойы толған заправка ғой. Ол заправка болғанда заправка мәселесі стандартқа сай емес, евро стандартқа сай емес. Мысалы, кірсеңіз айналып шығамайсыз көбісінен, шығамайсыз. Ондай кезде сай емес болып қалады. Сол үшін бізге роял патты керек, обязательно. Ол заправкіде жуынатын бала шағасы бар адамдарға бала шағасының киімдерін ауыстыратын бөлмелер керек. Ішіп жейтін жер керек, ішінде барлығы болу керек сол заправкіде. Ойыңыз бойынша сол 10 этажды гостиница керек болып тұр ғой бізге. Ең маңызды бірінші сол керек болып тұр. Бірінші Қазақстан былай айтып отыр. Европаның адамдары Қазақстанда неге авария көп, үлкен машиналар, жеңіл машиналар неге көп? Қазақстан территориясы мысалы тесін келемеді. Адамдар мына тахографпен жүрмей, тахограф деген шоферлар үлкен жүк көліктері сағатпен ұстап, сағатпен жүріп. Жол апаты біздің жолдың сапасыздығынан көп. Сапасы қазір жақсарған қазір. Тек қана қалалардың шетінде объездной дейді ғой, айналма жолдар нашар, қалған жер бәрі теп-тегіс. Ойыңыз. Енді мен өзі жүріп жатырмын, автобандардың бәрі платный қойды ғой қазір, платный жолда келеді қой қазір, бәрі платный қазір. Жолыңызда платный, налог та төлейсіз, бірақ жолдың сапасы жайлы өтірік айтпай қойыңыз бұл жерде.
Мен Қазір Оралдан бірі кірем. көлікпен жүреді, мен өзім көлікпен жүремін, анда-санда ғана таксимен жүрген болмаса, былайынан мен сізге жолдың сапасы, мен именно осы Абай облысының жолдың сапасы күшті деп айтпаймын. Енді ауылдың арасында сондай, мына Оралдан кірем, мысалы да, Россияда Оралдан кірем, Қазақстаннан. Алматыға келіп, Қытайға барып, қайттан осы Петропавловскке шығатын болсам, 150-180 мың теңге мен жолға төлеймін. Bir adam төлейді да, bir адам. Енді өкіметке түсіп жатыр осы, қазынаға түсіп жатыр ғой. Жоқ, енді сіздер күшті іс-әрекет жасапсыздар, енді гостиница салып беріп жатыр екен, сіздің сөзіңіз жүреді екен, сіз басқа да нәрселер талап еттіңіз онда. Сіздің талабыңыз Мен осы талап еткенде мен халық шықпады ғой. Мен өзім Түркістанда қаңтар оқиғасында Ақтаудағы мынау газ мәселесін қолдап шықтық. Сол кезде мен көп адамдар белсенділік біледі мені, танитындар бар, көргендер бар мені. Содан саяси қуғын ұшырап, шетелге мен қашып кеттім негізі сол кезде. Қамауға санкция берілді уже. Қамалсын деген қаулы шығарды өкімет. Сонымен мен шетелге қашып кеттім да, сол жақта осы дәу көлік машинасын айдап кеттім сол жақта. Өмірі мініп көрмеген машинем, сол жақта жүріп, Германияда жүріп, осы фура айдап жүрдім да, сонымен о фирма Қазақстаннан ашатын болды филиалы. Сонымен осы жаққа ауысып кеттім осы 2 жыл бұрын да. Sonra 4 жыл болды осы фурада жүргеніме 4 жыл болды. Мен өмір мініп көремін деп ойлаған жоқ, бірақ осы қаңтар оқиғасынан кейін саяси тағдырмен сол жаққа кеттім. Сол жақта сол жұмыс істеп жүріп, осы жаққа ауысып келдім. Өмір мініп көрмеген машинам негізі. Мен саяси былай белсенді болдым кезінде. Халық шықпады. Мен тұратын жерде Түркістан халқы біледі. Кентау, Түркістан, сол өңірдің жастары біледі мені. Жастары біледі, тек қана. Белсенді жастар біледі. Өйткені мен белсенді жастарды TikTok, Facebook'та жинағам. Сөйтіп қайтадан таратып жібердім. Өзім сол митингіде. Өйткені халық үлкендер шықпады ғой. Орта жас шықты, жастар шықты. Сонымен көбісі мен мақтамаймын, таниды. Одан кейін айтты, Кембридждіктер де таниды мені. Менің есім Дәулет. Айтты, Дәулет, сіз халықтың бәрін жинап үлгере алмайсыз. Сіз жинап үлгерем дегенше сотталып кетесіз. Сіз сотталып кеткенде бала шағаны кім асырайды? Сен одан да солай сонда жолдарын көрсетіп, өздері жолдарын көрсетіп жіберді мені. Қайға кетуім керек екенде визитка берді. Bir белсенділерді құтылып тыныш отырайық деді ғой олар. Иә, міне өзіңіз айтып тұрсыз ғой, тоже Қазақстанда отырып осылай белсенді болу қандай екенін қанша адам біле тұра, еще көп адам эфирда осындай, міне мысалға Берік ағалар ашады ғой, эфирді тек Берік аға емес, басқа да белсенділер бар. Соларға айтады ғой, шетелде отырып, келісі болмас, елге кеш деп, елге келіп сөйлеген адамдар, елде шыққандар сіз сияқты жүресіз соны. Иә, тіл мәселесінде осы Қазақстанда жүріп, Россияда жүріп, сол тіл мәселесін орнына қойып жүрген мен адам, мен де өз жұмыстағылар да біледі. Мен осы Қазақстанның орыстарын Россияға барған кезде, өздерінше болып жатқан кезде мен орнына қойып тастаймын ғой. Әлде де қоямын оларды. Мен мақтанған емес, қазақша тілде талап етемін көп жерде. Мысалы, мәзір дейді ғой, мынау асханаларға кірген кезде қазақша мәзір болмаса айналып шығып кетемін, ойды жемеймін, отырмаймын да. Иә. Талдықорғанда 1-2 жерде сондай болды өткенде осы 2 жұма бұрын. Амал жоқ. Өзіммен бірге алып кеттім, өйткені басқа асхана болмады ол жерде. Бірақ отырған жоқпын, өзіммен бірге алып кеттім, бірақ ескертіп кеттім. Мына жерде бүкіл қазақтар отыр. Неге мәзірлерің мынандай дедім? Бізде емес, бастық айт деді. Бастығыңмен бірге оқыдым. Ендігер кірмеймін бұл жерге дедім. Танып алдым дедім. Бір күн мен желіге салып жіберемін дедім. Мына вообще масқара боласың дедім. Сондай белсенді болу керек. Әрқайсының сондай болатын болса, олар қазақша сайрайды. Өйткені ақша тауып тұрған жер.
Әмін сіз айтқандай дұрыс. Қазақша сөйлеу керек та. Мен зам келеді де бір орыс кіріп алса, бүкіл қазақ орысша сөйлейді. Мен ұлтқа бөлінбеймін. Бірақ бір орысты қайрат қойып отырғанға бар ғой, жаман заң. Ал Россияда жүріп мысалға, сен орысша, қазақша сөйлеші. Қазақша саған мен түсінбеймін, тілімде сөйледі. Немесе Турцияға бар, Қытайға бар, басқа любой мемлекетке бар, сен өз тілінде сөйлей алмайсың оларға. Біз ғане ғой қазақ бір орыс сөйлеп қалса, соның тілін түсініп, соған жауап беруіміз керек. Шетелдің азаматы сөйлеп қалса, соның тілін переводтан іздейміз. Гуглға кіріп. Иә, сондай. Мысалы, Германияда орыстарда магазиндері бар, тікелей орыстан не барып тұрды, тағамдар жаңағы, азық-түліктер барып тұрады да. Әлде де ол санкция салған бер барып тұрады әлі. Мынау сүт өнімдері, қаймақ, бал дейді ғой, мына араның балдары, тағы басқа құрғақ жем-шидектер Өзбекстаннан. Оны бірақ орыстар апарады. Германияның үлкен қалаларында әдейілеп арналған сондай магазиндер бар. Гуглға кірісіп қойған. Гуглдан терсеңіз, барасыз сол жерде орыстың магазиндеріне. Ішінде ыңғай өзіміздің баяғы СНГ-ның адамдары, әзербайжанкалар, армян, қырғыз, қазақ кейбір жерлерінде осы жақтан көшіп барған темірлан пысық қой деп сондай сияқты болмайсыңдар сендер. Маған қарап пысық иә. Туғаннан солай қалай болады? Туғаннан сондай болып туып отыр ғой. Әке шешесі пысық болып тұр ғой. Ассалаумағалейкум. Саламатсыздар ма? Қалайсың, Берік? Жақсы, өздерің қалайсыңдар, амансыңдар ма? Неше аман есен? Және жаңалық қалай? Жүргенсің. Қазақстан қалай? Қазақстан. Мұратстан. Штрафстан, Мұратстан. Көтке кіріп жатыр ғой барлығы. Тоқаевқа тиіспеңдер. Тоқаевқа тиіспеңдер, оған жаман сөз айтпаңдар деп. Тоқаевқа жаман сөз айтпаңдар. Тоқаев красавчик деп жатыр ма? Тоқаев молодец деп жатыр ма? Оңбағандар. Далбойоптар жүр қасы. Көтке кіріп. Көтені сүйіп. Әдемі көйлек киіп отырғызып қойыпсың ғой. Тоқаевтың артынан Путин періп жатыр екен ғой.
арт 21 алдынан сантиметр. Жоқ, тесік қылып жіберіпті ғой өтініш. аузынан да беріп жатқан шығар. Алдынан, артынан, аузынан, құлағынан дейді. Очкиін шешіп қойып. Тоқаев әдемі қызы болады негізі. Қызы, жақсы әдемі келіншек болады екен Тоқаев. Қайда қыз, қайда келіншек, кемпір десейші. Кемпір ғой, кемпір. Масқараның көкесін әлі алда көресіңдер, масқара. Масқара. Қазақтар түсінбеймін осы. Неге сонша қорқа беретін түсінбеймін. Бана бір эфирде отыр, екі еркек өлді. Қорқып, саясат туралы айтпаңдар, ойбай, бізді қазір жауып тастайды деп. Конечно. Чорттар өңкең. Тупой режим дейді ғой, тупой режим. Тупой режим, тупые люди деп айтады. Қалбиттер десеш. Қалбит десем өзіме тиеді. Қалбит десе қазақ десең өзіңе келеді шынымен де. Сол ғой. Соншама қорқақ болған. Анау Жүрек. ер жігіттер вообще жоқ қашып кетеді, мыңмен қашып кетеді. Айтсаңшы, қорқады. Шалбайын күтіп отыр ма дейді. Кемпір ғой ол. Шалын күтіп отыр. Салам, Көкшетауға все, сәлем. Көкшетауға алейкум салам. Көкшетау. Ағайындар, давай лайк басайық. Ағайындар, лайк басайық. Жотам, қашан аштың? Лүпіл басайық. Бір жарым сағат болды. Лүпіл басайық, лүпіл. Яға, бір екі адам сөйлеп отырады, шығып кетті ғой. Бір қыз бен бір жігіт, мужик сөйлеп отырады. Сонымен кірсем қашып кетті ғой бәрі. Оян қазақ көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты. Мал кетті, хал қарап боп, қазағым енді ұйықтау жарамасты дейді. Ұйықта. Кім айтқан? Кім айтқан екен осы өлеңді? Міржақып Дулатов айтқан, иә. Бұра Триц дегенге кіріңдер, Трицте де жақсы әңгімелер айтылып жатыр. Оппозиция туралы, политика туралы. Қай жерде? Триц деген аккаунт, андай приложение бар ғой, Триц. Со жақта да жақсы нелер бар. Осында эфир бар ма не? Жоқ, андай посттар жазады да, посттар. Просто посттар ғой, оқып шықтым. Нелер жақсы жинайды, комментарий жақсы жинайды о жақта да. Ағайындар, лайк басайық. Жоқ, қойлар жоқ қой бүгін, қойлар. Қойлар кірсендерші, қойлар. Маңырап. Гостиға запрошуйсыңдаршы. Маңыратайық. Қойлар десе, е. Қойлар запрош жерінде, гостиға запрош, қойлар. Тоқаевты тигр санайтын қойлар кіріңдерде. Короче, менімен сөйлесуге қорқады көбісі, білесің бе? Тоқаевтың адамдар қорқады менімен сөйлесуге. Конкретно айтайын мен саған. Любой сөйлесуге қорқады мен айтайын. Любойын шақыр, любойын. Қотақ қайдасың дейді ғой. Гостиға жапыра жүрші, боқтап атқан. Любойыңмен сөйлесем кеш, шайлағын тігіп жүрейін, басыңа түшіп сүйіп жүре салайын, короче. Қойлар жоқ, қойлар жоқ.
Аты жоқ бір. Қойлар жоқ қой. Енді ғой. Запрошивші ше. Аты жоқ қой анау. Кім анау? Запрошивші берші. Аты жоқ, боқтап жатыр, қайдасың? Қойлар керек бізге. Қойлар жақсы. Әдем. Миренос қойлар керек. Миренос қойлар. Мирисқа кірші деп қояды. Мириска молодец. Красавица ғой, красавица. Мені шақырып келді ғой бағана. Ау? Берік эфир ашты деп шақырып келді ғой. Еділбай ғой. Арық қойлар ма дейді. Арық қойлар әлі жоқ. Короче, өткенде біреу жар жертті да, короче. Қалай дейсің бе, былай жар жертті қара. Мына қойлардың да неғып дауыстарда жай шығады дейді ғой. Мына қойлардың неге дауыстары жай шығады дейді ғой. Көтерем қойлар ғой, көтерем. Иә, көтерем. Тамақ жемеген ғой, макаронға зорға жетіп, макаронға зорғадан жетіп жүрген адамдар сияқты ғой. Қыста шөп жоқ, аш қалған ғой. Қойлар кірсеңдер ше, қойлар, гостьға запрошендер, қойлар. Қойлар керек бізге, қойлар бар ма, қойлар. Миренос қой, Жайдар қой, Мәліш қой, Еділбай қой. Құрбандыққа шалып жіберейін деші. Сүбелек қойлар. Ақсақ қой, тоқсақ қой. Иә, Құрбан айтқа дейін семірту керек. Аха, Құрбан айтқа дейін семірту керек. 2 ай қалды. Ақсақ қой, тоқсақ қой бар ма? Ақсақ қой түстен кейін маңырайды дейді. Түстен кейін маңырайтын қойлар бар ма? Маңырайтын. Қойлар жоқ па? Қойлар? Ешкілер бар дейді ғой. Қойлар керек бізге, қойлар. Ешкілер бар. Қойлар керек, қойлар. Так. Қазір іздеп жатырмын қойларды. Қазір іздеп жатырмын қойларды. Че-то қойлар жоқ, че-то қойлар. Ляш, қойлар болмаса, эфир қызып қоймай қалады ше, эфир ше. Репост шықсаңдар, диванды шақыршы, диван келмейді, қорқады ғой маған. Шақыршы диванды. Ада Бегалаш дегенді шақыр, диванды шақыр, Иванды шақыр, Иванғалиді шақыр, Рысбек Сәрсенбайды шақыр, Тимур Күлібаевты, Кеңес Рақышты бәрін шақырыңдар астында. Аха. Иә, дос айта бер, қалай жағдай? Қалайсың Берік? Амансың ба? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. 23-24-ін дайындалып жатсың ба? Сен не істеп жатсың? Мен соны сенен сұрап жатырмын же. Сен эфирді көбісі халықпен сөйлесіп жатсың ғой. Сол кішкене сенен сұрайын дегенім ғой. Дайындалып жатсың ба, не істеп жатсың? Жоқ, қара. Дайындалғанда халықтың өзі дайындалу керек қойған. Мен бір өзім дайындалғаннан қандай пайда болды? Ол халық, сен халық емессің ба сонда? Жоқ, халық болма, просто сен қазағың ол халық бол, дұрыс па? Біреуін берік болсын. Бесінші берік болсын. Дұрыс па? Жаңа любой переворотқа ақша керек болып тұр ғой саған, дұрыс па? Ақшам болмай тұр ғой? Солай екен. Менде бірақта бар анау источник. Почкаларды өткіз. Почкаңды нормально охотно ке. Халыққа бересің. Халық үшін құрбан жаса. Халық үшін құрбан жаса. Қалай, ол не құрбан деген не ол? Пожертвование, внимание.
Кімді? Сен бет алда беспонтовый әңгімелер айтасың, который халықта ақша жоқ, бейшара халықты қинай бересің. Словесно, там, грузишь, ау, там. Сен лучше почканы бер, мен саған источник Қалай? Кім оны қинап атқан? Қалай ол? Кім ол? Сен айтасың, бүйтіндер, сөйтіндер, анау, екінші ғалым пихать етеді, там, вот, сендер қазақтар малсыңдар, қалбитсіңдер. Қалбит бер үшін, вот, почка, печка, сердце, не, финансирование жасасайшы. Сендер адам тыңдау білмейсің, халық үшін. Даже қара, киноның өзі бар мындай. Мың жүрек, жау жүрек, мың бала. Күйеуі әйелімен қоштасып кетеді, содан сөрде құрбан болып кетеді. Халық үшін, жер үшін, терімен, қанмен тапқан жер үшін, болашақ үшін, дұрыс па? Тура солай сендерде почка печтіңдер, мен сендерге источник тауып беремін, сатып алатын медицина. Қанша бір почка? 200 мың доллар ма? Қанша? Сендер екеуің 1 миллион доллар шығарасыңдар на расход халыққа. Көп шығарады. В чем проблема? Айтыңдаршы, немен задний бересің, секірмендер. Қайда? Мен, зато весь народ будет про вас знать. Как Кенесары знают, как Алаш знает, вас тоже будет, Берик знает. Қалай ол? Короче, сен секірдің, короче, да? До конца бара алмайды екенсің. Қайда секірдің? Короче, түсіндім мен сені. Не түсін? Анау қазылар сияқты, білесің ба? Не түсін? Короче, ес. Не ол? Қашып кетті ба? Қашты, короче. Қаш, давай. Қашатын сенсің. Сен қашып кеттің Қазақстан жүр. Қашса сиыр қашады. Сиыр қашса не сен бұзаулайды нақта. Сен ол бұзаулап атқан, ажақта отырып ап нақа. Сен құлсың, сен құлсың. Мен құл емеспін мен ақа. Неге мен құлмын мен? Мен араб құл емеспін, мен қазақпын. Ешқандай құл емеспін. Ешек құлсың. Сен ол ешек болсын. Сен ешектен сен не сравнение басқа ұлтты. Бізде қазақта жылқы мінезіміз. Сен ешекті басқа ұлтқа қос ол, дұрыс па? Сен кішкене разборно сөйлесейші. Конструктивно сөйлесейші, деструктивно сөйлеме. Қалай сөйлеу керек, қалай? Короче, жарайды, давай бер. Ладно, мен саған жеткіздім сен. А так өтірік елді ете берме. Не жеткіздің? Не айттың сен өзі? Ладно, мен өзім мнениемді айттым ғой, болды жетеді. Не айттың? Неге айттың? Не үшін айттың? Давай, короче, салам алейкум. Қайда қаштың? Не ол салам алейкум? Каждый зайдет на свою Голговку. На Голговку или на головку зайдешь? Қаштың ба? Қорқтың ба? А что қашып сен? Общение жоқ сен вообще дей бересің. Вот так же. Қалай ол? Давай, салам алейкум. Қаштың ба? Қорқтың ба? А неде қорқам сенен? Сен құлсың ғой, давай қаш. Мен вообще Қазақстанда емеспін. Қашы. Құл сенсің ақында. Құл сенсің. Қайда қаштың? Қаштың ба? Қаш кетті, дос, қаш кетті. Қорқтың ба сен, дос, қорқтың. Задний бердің, сдылся, короче. Желің шығып кетті ма? Оказывается, сөйлесуге духың жетпеді ма, не? Сөйлесіңдерші дұрыстап, адам ұқсап. Ағайындар, лайк басайық. 100 000 лайк басайық. Тегін донер бар, тегін донер таратамыз. Лайк басайық. Батырбек айта бер, Батырбек, ұйықтап қалдың ба, не болды? Батырбек. Шарты сайып сөйлемесің. Батырбек деген жігіт келіпті ғой.
Батырбек шығарсыныршы, сөйлемесеш. Нафиг он нам нужен? Батыр болмаса неге Батырбек деп жазып алған деші? Қотырбек шығар, может, Қотырбек. Ағайын, телеграм каналға жазыңдар. Дәурен нижний подчеркивание Америка деген телеграмға жазып, яшық құрыңдар, яшық құрыңдар, яшық құрыңдар, яшық. Ағайындар, яшық құрыңдар, яшық. Телеграм каналдан яшық құрыңдар, яшық. Телеграм каналға жазыңдар. Дәурен нижний подчеркивание Америка деген телеграм каналға жазыңдар, ағайындар. Қалдан келгенше. Қойлар жоқ па? Мерінос қойлар? Сізге бір Еділбай, Мерінос деген қойлар керек. Бар ма сондай қойлар? Ағайындар, давай 100 000 лайк басайықшы, 100 000 лайк керек бізге. Ағайындар 100 000 лайк. Қой. Кеттім мен. Шотам. Давай. Іш пісіп кетті ғой. Қызық емес. Қойлар жоқ. Қойлар керек. Батыл ойнай ма деймін, батыл. Ағайындар, давай батыл ойнайық, лайк басыңдар, давай. Ешкім кірмей ма гостиға? Давай батыл ойнайық. Басқа амал жоқ. Ғалекеден жүк өтті ғой. Бұл да қойдың бір түрі көреді. Бағырамаш дейді, қой дейді. Осындай әдетіміз бар еді, амал жоқ қайтесіңдер. Қаш кетті бәрі. Бәрі қаш кетті. Ағайындар, лайк басайық, лайк. Гостиға запрос жіберіңдер, болмаса батыл ойнап кетем қаз, ағайындар. Гостиға запрос жіберіңдер, болмаса қаз батыл ойнап кетемін. Амал жоқ, ешкіммен сөйлесетін адам болмай жатыр. Не істерін білмей жатырмын. Батыл ойнап, сол батылдағы адамның миын ашты ботпайын ба қайтаға. Ағайындар, давай, гостиға запрос жіберіңдер. Гостиға ешкім кіргісі келмей ма? Қойлар жоқ па? Жоқ болса, онда амал жоқ, батыл ойнайым. Ішім пісіп кетті просто. О, бір қой келді. Қойлар, қалайсыңдар, қойлар? Қалай жағдай? А? Не болды мынау, не тема мынау? Қалайсың, братишка? Братишка. Қалай жағдай, братишка? Амандасты бірінші? Қалай жағдай? Мына Екі қолың қайда, екі қолың? Қуансың деймін. Ало. Тоқаевтың арт жағынан, короче, Путин періватыр, әгеватыр. Тығыватыр, короче. Сыны қосып, әгеватыр, білесің ба соны? Сен қазақ. Тоқаевтың артынан Путин әгеватыр, сыны қосып. Білесің ба соны? Сыны қосып, әгеватыр. Сен Қазақстанда тұрмайсың. Аха, Сен Қазақстанда тұрмайсың, түсіндің ғой да? Қай жақта тұрам мен? Сен Қазақстанда емессің ғой. Қайдан білдің сен оны? Табаны қойсың. Ау? Табаны қой. Көп кешікпей.
қалай Көп кешікпей сені табады ғой деймін. Давай, жақсы. қалай табады? Көп кешікпей сені табады деймін. Кім ол табады? Қайсы табады? Енді қой қашып кетті ғой. Қой қашып кетті ғой. Гостиға запрошение жібересің ма, жібермейсің ма? Қандай қой бар? Қойлар керек маған. Онда ішім пысып кетті просто. Батыл ойнап, миын аштым деп отыр жұрттардың. Отырып алып, қойлардың. Ұйықтап жатқан қойларды ояттым деп отыр. Иә, ағайындар қалайсыңдар? Қойлар керек бізге, қойлар. Қой бар ма, қой? Семіз қой бар 80 мыңда дейді. Ей, семіз қойдың килограммы қанша? Тоқаев ең жақсы көйлекке лайықты, иә? Әдемі көйлекке лайықты ғой Тоқаев. Ада бір жыды болады екен ғой, қойлар мен қой болып кетеді екенсің ғой. Сәбит, қаяғын жемей келші Гостиға да. Ойбай, біреу маған запрошение жатыр ғой, кім мынау? Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет. Откуда будете? Из Москвы. Вы будете играть? Ага, давайте. Чё, как там Раша? А как его? Раша-параша. Почему так вдруг? Ну уже, расисты же там. Убивают украинцев. Русские. Почему ты так говоришь? Расисты, говорю, расисты. Почему? Убивают украинцев, убивают в Украине. А украинцы не убивают русских? Украинцы самый мирный, хороший народ. Классные люди. Что ты сочиняешь? Ага, ты зомбированная, да, короче, да? А смешно ты тебе, смотришь да? телевизор, смотришь, да? Тебе смешно? Очень смешно. А над чем ты смеешься-то? Потому что это как его? Расисты, россияне убивают людей в Украине, украинцев убивают. Украинцы Они убивают тоже. зомби, зомбированные убийцы, короче. Украинцы, мирный народ, защищаются, короче. Украинцы оккупантов. нормальные люди, а хохлы вот как раз таки радикалы. Ну, Которые в там Курске хохлов нету, убивают там есть мирных только украинцы. А там За что в мирных России, людей там у убивают вас, как украинцы? его, Объясни, пожалуйста. живут расисты, фашисты, Ты убийцы. параллельно общайся. Зомбированные вы, понимаешь? Общайся Зомбированные диалогом, орки, алло, короче, я тебе говорю. Ты, понимаешь ты, о чем я? Ты зомбированная. Убийцы людей. Убиваете людей в Украине. Ты все сказал? Расисты, фашисты, блин. Да это как раз таки фашисты, это и есть хохлы, а не мы. Вот скоро вас Путин в утилизацию отправит, короче, на мясо. Там будете в Украине умирать. Фарш будете. Ты вообще фарш. сам-то откуда? Я из Штрафстана. Из Дагестана, да? Штрафстана, я говорю. Это где? Ну, соседнее государство с Россией. Штрафстан такой есть. Это, скорее всего, где-то, наверное, на Луне. Ага, да, на Луне, да, конечно. Там есть Штрафстан, бля. Расисты и фашисты убивают людей в Украине. Вот, слушай, я тебе грубого слова не сказала. Ага. Я приветственный человек. Ты начинаешь оскорбление. Ну, я хочу, чтобы ты открыла глаза. Они у меня открыты. Нет, ты Ты мои глаза не видишь или что? Так и вот, как сказать, я хочу тебе делать мозговой штурм, майншторм хочу сделать в твой мозг, понимаешь? Ты себе сделай лучше мозговой Я штурм. сейчас сделаю тебе мозговой штурм, понимаешь, о чем я? Колбитка.
Кто? Қалбитка ты, қалбитсің сен. Это вообще кто? Қойсың сен, ты, қалбитсің сен. Қазақша сөйлейсің ба? Ты вот пишут, что ты предатель. Какой предатель? Ты что, гонишь, что ли? Это эти боты же. Тохай-боты, режимы, тохай-боты. У меня нет Турботы, ботов, Путина-боты, у меня есть только короче. настоящие люди. Они Путина-боты, как ты. Ты тоже зомбированная. Ты должна открыть глаза. Понимаешь, выходи на мирный митинг в Москву. Я вчера разговаривала с грузином, он такой же долбанутый, как ты. Мы грузинами братья, мы родные. Я люблю грузинов. Они очень хорошие, мирные люди, как украинцы. Вот объясни, где мирный хохол, и вот мне, я вообще... Мирные хохолы везде, в Украине. Хохолов где нет, ты, украинцы, где скажи. ты видел мирного хохла? Нет, Покажи, пожалуйста. скажи эти, как его, украинцы, говорю. Они всегда были мирными и останутся мирными. Хохлы зачем убивают обычных людей? Скажи, пожалуйста. Хохлы никого не убивают. Расисты, вот русские убивают в Украине людей. Ну, я тебе могу Расисты. доказать, у меня видео Россияне есть, где убивают хохлы людей. в Курске В обычных Украине. людей убивают. Украинцы убивают. Просто зашел в Курск, Ага. видит обычного человека. Это убивает. украинская земля, Курск, на самом деле. Ты вообще нормальный, нет? Я? Да. Я очень нормальный человек. Нет, ты, походу, ненормальный. Курск — это Россия, если что. Нет, Ими- украинцы там, как его, находятся Ты сейчас. это запомни, Украина. запомни себе где-нибудь в блокноте. Ага, хорошо. напиши, Крым чей что тогда? Крым чей? Россия — это Курск. Также Белгород, где Крым сейчас чей? находятся Крым. хохлы. Чей Курск Крым? мы забрали, заберем все остальное. Я говорю у тебя, спрашиваю. Что? Крым чей? Крым. Русский Крым. Ага, тогда это Курск, это Украина. Понимаешь? С чего вдруг? Вдруг, да, вдруг, не вдруг. Это уже Украина. Курск это Украина. Россия, запомни. Астрахань, Оренбург, Самара, Мамара, короче, Тюмень, это все Казахстан. Слушай, если надо будет, мы все заберем. И также Европу. Ага. заберем. Скоро Россия развалится. Хана Путину, режиму Путину хана, короче. Нет, это Зеленский скоро развалится. Зеленский становится сильнее, еще На сильнее. мелкие части. Путину конец, короче. Путину скоро конец. Режиму Путина конец скоро, иншаллах. Россия развалится на части. Ты ненормальный. 15 государств походу. Ты развалится, какой-то короче. сатанист, Ага. какой-то ненормальный Я очень нормальный, ты ненормальный, наоборот. У тебя в мозге, короче, не мусор, короче. Не мозг, а мусор, короче. У тебя его вообще нет, Путину походу. хана, короче. У тебя Путину нет вообще хана, мозга. короче. А Ты его, почему наверное, нет? пропил, Откуда проел, ты я не знаешь? знаю, просрал где-нибудь. Где? Ты где? Когда? Вчера. Да в данный момент вообще. Зачем? Ну, где именно? В каком адресе? Ну, где ты живешь, где там Мухасранске. Где я живу? Хорошо, где я живу? В Мухасранске. Это где? Где ты живешь? Где? Я ебу где. Ну, где ты? Скажи, где адрес какой? Ты же Координаты сказал, скажи что в мне. какой-то там деревне живешь. Ну, где это? Ну, ты объясни, где. Ну, я откуда Я же с знаю? тобой Ты не скажи. живу. Почему ты не живешь со мной? Как я могу знать, где ты живешь, если я даже не знаю, вообще не вижу тебя? Ты где там? А тебя? ты тогда живешь в Покажись. Украине, что ли? Ты что, ссыкуешь показаться или что? Нет, ты живешь где живешь? Почему ты не показываешься? Почему? Подожди. Ты говоришь, что ты живешь где-то в Москве, но не живешь там в Украине. Ты не живешь, да? При этом ты говоришь, что там Ты украинцы объясни, убивают почему русских. ты не показываешь? Ты боишься, что тебя убьют или что? Где, как показать надо? Камеру включи. Как надо это сделать? Ну, сколько ты здесь сидишь? Не знаю, сколько я сижу. Откуда я 8 знаю? тысяч у тебя, почти 7 тысяч человек. И ты не знаешь, как камеру включить? Ну, я не знаю, научи меня. Как можешь научить меня? Да это просто какой-то ненормальный человек. Ага, давай. Ты живешь где сейчас? В Москве. Зачем ты там живешь? Такой тупой вопрос, я здесь родилась. Ну, ты же тупая просто. Ты тупая.
ты тупой. Ага, ты тупая, короче. Почему ты там тупой родилась? человек, Родилась, ненормальный. Даже камеру родился, не можешь включить, короче, потому что ты боишься чего-то. От кого я боюсь? Я не знаю, кого ты боишься. Включись. А, не знаешь. Ты тупая, знаешь. Ты не знаешь, ты тупая. Ты кого Ага. боишься? Кого я боюсь? Ну, ответь на вопрос. Как ответить? Мозгом, которого у тебя нет, отвечай. Где это мозг? Где это мозг? Қашып кетті. Қашып кетті ма, қатып қалды ма? Сейчас Боитесь? нормально. Где это мозг, говорю? Включай камеру. Ой, сколько вас здесь долбанутых в ТикТоке, это вообще... Как Через одного. включить камеру? Девушка и не девушка, женщина или не женщина? Алло. Зомбированная, Включай я тебе камеру. говорю. Камеру включай. Зомбированная, я тебе говорю. Как камеру включить надо? Как? Знаешь, как? Ага, если знаешь, говори мне. Говори! Я включила камеру, ты не можешь камеру включить. Ты как-то Ты картинку тупая поставил просто. Зачем ты ненормально. включила камеру? Как ты ненормально картинку поставил? Ага, ты тупая, Ты понимаешь? точно Ты дебил. тупая. Во. Сиди, я Ты сам раб. открою, называется. Ты раб, знаешь, ты раб Путина. Это ты раб. Путина. Ты работаешь? Путин раб. Ты И работаешь? Ты раб. Ты Путин на меня работаешь? Алло. работает. Ты работаешь? Ага, Путин на меня работает, знаешь? Ты работаешь? Ага, ты раб, да. Ты работаешь? Алло, блин. Ага, ты раб. Ответь на вопрос, ты работаешь? Ага, ты раб, короче. Короче, ебанько ты. До свидания. Раб, зомбированная, сучка. Қашып кетті. Ләна, қойлармен ше жынды боласың ше. Құлдың құлы құлақай деген осы керекmiş. Алла өзің жары бола көр. Өпірім дейді ғой ағайын. Қазақстанға өзің жары бола көр дейді. Алла өзің көмек бере көр. Зомбированный қойлардан құтылуға. Құдай қаласа тек қана жақсы саяси сауатты халықтың Қазақстанда, активный халықтың Қазақстанда көп болғаны тілектеспін ше. Андай зомбированныйлардан сақтасын, андай расисттен, фашисттен, адам өлтіруші қылмыскерлерден, Тоқаев, Путин, орыстар, ресейліктерден Құдай сақтасын. Астафирла. Көрдің бе қандай зомбированный хохолдар дейді, өлтіріп жатыр адамдарды дейді. Хохол дейді, қарашы еще маған айтады, я с тобой не живу, я откуда я знаю дейді. Қарасай, и Украинада өзі өмір сүрмейді, бірақ Украина туралы бір әңгіме айтады. Ол қалай болсын да? Ол жақта өмір сүрмейді, өз көзімен көрген жоқ, қолмен ұстаған жоқ. Ол қайдан біледі? Ол барып ұстап алып. Қайдан біледі ол? Барып ұстап көзімен көрді ма украинецтерді өлтіріп жатқан адамдарды? Көрген жоқ, телевизор көреді. Телевизор это зомби ящик. Үйінде мал болып, құл болып, зомбированный болып, фашист болып, расист болып үйінде отырады. Хохол, махол деп. Орыстың әскерлерін қолдап. СБУ деп. Қайдағы СБУ нақ соғыс қой. Украинецтерді қырып атып, өлтіріп атыр ғой. Путиннің әскерлері. 2022 қаңтарда қазақтың халқын өлтіріп кетті орыстың әскерлері келіп. Біреу ләм-мим деген жоқ қазақта. Үндемей жұтып жүрді. АЭС салып жатыр, жұтты. Енді Тоқаев орысқа Қазақстанды қосайын деп жатыр. Оны жұтады қазақтар. Уалейкум ассалам, айта бер. Брат, жаман президенттен сақтасын, анау мынау деп сөйлеп жатсың да, бірақ өзің мынау шариғатты айтады ғой. Құршы, шариғатын айтпашы маған. Тоқаев қылмыскер көреді. Құдай сақтасын деп жатсың ғой, мысалы да. Құдай сақтасын, айтпашы маған, шариғатын айтпашы маған.
шариғатың қызық емес маған, айтпай ақ қойшы. Жоқ, вообще жинда шариғатшылсың ба? Айтайын қазір, айтайын да, сен мәдениетсіз адамсың ғой. Анау орыс қызбен қалай сөйлейсің сен? Мәдениет деген не ол? Сен кімсің? Көп көзге қарағанда мәдениетті де білмейсің сен. Сені кім жаратты мына өмірде? Қалай пайда болдың сен? Сен шаруан болмасын сен вообще. Құдайың кім, құдайың? Жақсы президент болсын дейді да, сенен сақтасын, сендей президенттен сақтасын. Сен сияқты президент келмейсің бар ғой басқа. Тоқаев рахмет. Аха, сен құлсың, сен құлсың, сен құлсың. Мен ешкімнің құл емеспін. Сен құлсың, ты раб, сен құл маңқа қойсың, Сен білесің ба, кім екеніңді? Сен құлсың, Мұссың ғой, сен білесің ба, сен ешкім емессің даже. Сен құлсың, сен құлсың. Сен кімсің сонда, айтшы. Сен құлсың, сен құлсың, Айтсай, сен ешкім емессің ғой. Сен құлсың, Сен боқсың сен, боқтың. Боқтың туалеттің ішіне жүретін құрттар ғой, сондайсың. Шариғатымен қосып құрышы дей ма? Ой, бәлем, мау. Мына сіз адам ғой, мынаны қалай қолдап отырсың? Мәдениеттен жұрдай адам ғой, мына. Саясат көріп айтады. Мына психбольницадан шығарып жіберіңдер. Психбольницада отырмай, қақта отырмын. Нормальный укол салмаймын. Ауру ғой мынау. Қаш, қорық қаш. Сен құлсың, короче. Мен боқтың ішінде болып жүрген құртсың сен. Сен құлсың, сен құлсың. Мен құртсың, білә, боқтың ішіндегі ма. Сен құлсың. Мен боғымды жеп жүрген құртсың, білә. Сен құлсың. Қазақсың ба деп, Құлсың. Қазақша сөйлеп отырмын ғой мен. Сен құлсың. Мен туалетімде құрттың, боқ жеп жүрген. Күнді сыған сайын көгесіңдер ғой сендер. Қақтырсың ба? Дұстеуі бөлтіп бастайын ғой сен, мен. Қолсың дейді оны. Дұстеуі бөлтіп бастайын ғой сен, дұстеуі. Президенттің үстінен... Тоқаев, қылмыскер, Тоқаев адам өлтіруші, түрмеде отыру керек Тоқаев. Назарбаев пен Тоқаев қосып түрмеге қамап соттаймыз. Қылмыскер адам өлтірушілер олар. Сен де қылмыскерсің, сен де адам өлтірушісің, соны қолдап отқан. Қылмыскерді қолдаған, сен де қылмыскер, адам өлтіруші қылмыскерсің, сен құлсың. Мен кімді қолдадым, ешкімді қолдаған жоқ. Құлсың, сен құлсың. Сен Замбируны, ана қызға айтып отырсың, сен ғой Замбируны, кім анаяқтан Аблязов па біреу? Сен құлсың. Құлсың. Мен әңгіме айтпай ана жерде сен Қазақстан деп айтпағанына қуандым. Құлсың. Айт, мен жерге кіріп кететін мен үйде. 11-ші этажда жұмыс істеп бармын. Сен құлсың ғой. Не жұмыс істейсің? Қай адам боласың? Ауың қайда? Астанадан қай жерін тұрасың? Тура қанша тұрын артында отырмын. Стройкада істеймін. Стройкадасың ба? Құлсың ғой, сен құлсың ғой. Сен құлдың боғын жерін құртсың ғой, білесің бе? Сен құлсың. Құлттар пайда бастап, күн жылы қалып берді. Сен екен ғой сонда? Навсегда жаттап ал, сен құлсың, короче. Өмір бақи жаттап ал, сен құлсың, короче. Құлсың, сен құлсың. Сен құлсың, Аха, сен құлсың. Сен құлсың. Батьканда папугай деп қолдап отқандарға ма? Сен құлсың. Сен құлсың. Сен құлсың.
Құлсың ба сен? Дұрыстап кеткенде не істеп қойды ме? Сен құлсың ба сен? Аха, сен құлсың ба? Құлағымнан бұрап тұрт сен құлсың деп андай қыл. Аха, сен құлсың, сен құлсың. Аха, сен құлсың, сен құлсың. Құлсың ғой сен, сен құлсың, сен құлсың. Айттым ғой да, сен құлсың, сен құлсың. Сен құлсың. Сен құлсың, сен құлсың. Сен құлсың, Сен құлсың, Айтсам. Сен құлсың, сен құлсың, сен құлсың. Сен құлсың, 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 сен құлсың. Бекжан, сен құлсың, Бекжан. Бекжан, сен құлсың, сен құл. Рабсың, сен раб. Сен рабсың, сен рабсың. Сен слейвсің, сен слейвсің, құлсың сен. Құлсың сен. Сен құлсың, сен құлсың, сен құлсың. Шығарып жүрсің жерден не? Жоқ, сен құлсың, шықпайсың, құлсың сен. Сен құлсың. Оғым мен не жерден шығамай жатырмын бұны. Сен құлсың. Құлықтан шығамай қалдың да? Құлсың, сен құлсың. Сен құлсың, сен құлсың, сен құлсың, Қашып кетті. Қашып кетті. Бекжан, сен құлсың, сен Бекжан құлсың. Бекжан, сен құлсың! Құл! Сен құлсың. Сен құлсың, Бекжан, сен құлсың. Бекжан, сен құлсың. Че там, бар ма адамдар? Қосылыңдар, давай, сөйлесейік. Ибрагим, айта бер, қалай жағдай? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Не болып отыр? Құлсың деп айқайлап оққанда кірдім, түсінбей жатырмын. Сен құлсың ба? Аллахқа құлмыз біз тек. Қай жерде жұмыс істейсің? Қай жылғысың сен? Қалай қай жерде жұмыс жасайсың? Қай жылғысың дейсің? Түсінбедім. Жауап берші еді. Жоқ, мотив қандай? Қандай мотив деп отырсыз? Мотив сенің құл екенің дәлелдеу. Мен Алланың құлымын тек. Аллахқа құлшылық. Дәлелдейді саған құл екенің дәлелдейді. Қарашы, Алланың құлысың. Дальше Тоқаевтың да құлысың, Құлсың сен, құлсың. Кім айтты саған мен Тоқаевтың құлы деп? Сен құлсың, құлсың сен. Сен құлсың, Сен өзің кімсің? Сен құлсың, сен құлсың. Сен олай адамды құлсың деп ойлап кетіп ондай. Сен құлсың, сен құлсың, Психически ауырасың ба? Мен не білемін? Құлсың ғой, сен құлсың. Құлсың ба сен? Жоқ, не сөзім ол деймін. Жоқ, құлсың ғой, сен, құлсың ғой. Адам ұқсап сізбен сөйлесіп отырмын ғой мен. Хорошо, сен жауап берші, қайда жұмыс істейсің? Жылың қай жылғы деп? Мен қай жерде жұмыс жасайтынымда сіз қалай сұрақ қойсыз? Жоқ, қай жерде жұмыс істейсің, айтса енді сен. Мен жұмыс жасамаймын ал. Өзім жеке. Хорошо, жұмыс істемейсің, жарайды. Жасың қаншада? Не істейсің мен жасымда? Мен әйел алып берейін деп едім. Жоқ, енді айтасыз да енді, қиын ба? Или айтқың келмеді, ұялып отырсың? Мен айтқым келіп оққан жоқ жасым нешеде. Хорошо, жарайды. Тоқаевты қолдайсың ба? Жоқ. Тоқаевқа сайлауға дауыс бердің ба? Жоқ. Тоқаев сайлауға түссе дауыс бересің ба? Жоқ. Сайлауға жалпы барып қатыстың ба? Сайлау дегенге вообще қатыспаймын мен. Значит, сен құлсың,
Енді құл болса құл, Аллахқа құл боламыз біз. Жалпы құлсың, Тоқаевтың жалпы құлсың, Алланың да құлсың, басқаның да құлсың, адамның да құлсың сен, құлсың. Құлсың сен, иә. Ибрагим, болды, құл дегенге қатты ойланып қалдың ғой, неғып мен құлмын деп ойланып қалдың ба? Менің жүрегімде тек Аллах бар болды. Мен Аллахтан басқа ешкімге құлшылық етпеймін. Мен сендер сияқты жаңағыдай айтқан адамдардың сөзін. Қараш, жүрегіңде Аллах бар екен да. Енді Аллах бар екен да, сен айтшы маған. Сен Алла тағаланы өзің танисың ба былай? Қандай екенін білесің ба сен? Аллахтың келген 4 кітапқа Аллахтың тарапынан түскен пайғамбарларға иман келтіремін. Сол менің Аллахты танығаным. Жарайды. Қарашы, қай пайғамбарға иман келтіресің? Қандай пайғамбарға? Аллах тарапынан түскен жер бетіне, адам баласына Аллах тарапынан түскен бүкіл 124 иман келтіремін. Қарашы, аты жөндерін білесің ба? Лично танисың ба сен оларды? Оны мен лично танисың ба деген сөз болмайды. Ол бізге Құран арқылы келді. Сол арқылы біз оқимыз, сол арқылы... Құран кітапты кім жазды, сен қайдан оқыдың оны? Құран кітапты ешкім жазған жоқ, Аллахтың Жабірейіл періште арқылы саллаллаху Мұхаммед пайғамбар. Қашан келді ол? Қайдан келді? Қалай қашан келді, қайдан келді? Бұдан 1400 жыл бұрын Мұхаммед пайғамбарымызға қай жылы? Қай күні, қай сағатта, қай минутта, қай адресте, қай координат бойынша? Сен кішкене ауырмайсың ба кім? Жоқ, мен саған сұрақ қойыватырмын. Сен жауап берсең. Мен жауап бермеймін сенің сөзіңе, түсіндің ба? Білесің ба жауабын? Жоқ, бермеймін мен сенің сөзіңе. Жауабын білесің ба? Жоқ, мен бермеймін деймін сенің сөзіңе жауап. Жоқ, білесің ба, білмейсің ба жауабын? Жоқ, мен білем, бірақ жауап бермеймін. Сен қай минутта, қай секунд не сөз ол? Аурусың ба сен? Жоқ, сен жауап берсең сұраққа, саған сұрақ қойылды. Конкретно мен саған сұрақ қойдым ба? Нормальный сұрақ қойдым мен саған. Сен нормальный сұрақ қойып тұрған жоқсың, Сағатқа қараш, қанша болды сағат? Қарашайшы сен өзің, неше болғанын. Жоқ, мен қарай алмайды екенмін, менде көрінбейді, сен айтшы маған. Жоқ, айтпаймын мен саған. Қарашы, қорқасың ба айтуға оны? Жалайды, өмірде не білесің? Өмірде не нәрсе білесің? Қандай білімің бар? Қайда оқыдың? Өмірде білетінің қандай нәрсе? Өмірде не білесің? Сен сұрақ қоятын сен кімсің? Адами, мен саған сұрақ қоятын пайғамбардың пайғамбар деп Құдайдың атынан жіберілген, мен саған елшімін, елші. Аха, мен елші боламын, понимаешь? Я посланник Бога. Құдайдың мен саған жіберген, сұрақ қойға жіберілген. Айтуға қорықпайсың ба сен сол деп? Құдайдың елшісі боламын. Жоқ, любойын айтып бар сен. Сен өзің соның... Любойын шақыр, имамды шақыр. Жоқ, шақырсай любойын. Кім бар жауап береді сұраққа? Бар ма? Маған шақыршы любойын. Любойын шақыр. Шақырт не істеймін мен сен? Любой адам шақыр, имамды шақыр. Сен жауап бере алмайсың ғой мен сұрақтарыма? Сен психически кішкене ауырасың. Ауырып жүрсің. Қалай сен қалай баға бердің сен? Доқтырсың ба? Или врачсың ба? Или психотерапевтсің ба? Сен олай жауап бердің. Кішкене қара ал, ауыр. Жоқ, қарашы. Жоқ, тоқташы. Шизофрения бар ау деймін сізге. Жоқ, қарашы сен маған. Ауытқуың бар сенің, ауытқуың бар сенің. Сен құлсың, сен құлсың. Ауытқуың бар сенің. Сен құлсың, құлмын, Аллахтың құлымен не болды да? Құлсың, сен адамның да Алланың да құлсың. Аллахтың құлымен не болды да? Құлсың сен, құлсың. Общий құлсың, жалпы 100% құлсың. Құл, сен құлсың, Ибрагим, сен құлсың, сен құлсың, короче. Мен саған Құдайдың жіберген елшісі боламын. Саған сұрақ қоямын. Айт давай бұл. Сұраққа жауап бер давай. Ертең қабірге барған кезде саған Құдай тағала сұрақ қояды. Берік деген елшімді жіберіп едің, неге сұрақтарына жауап бермедің деп. Саған айтқан кезде, сол кезде көресің, тозаққа кетіп қалып жүрме бауырым.
Болып тұрсың ғой сен. Понимаешь? Аха. Жанатқа жібермей, тозаққа кетіп қалып жүрме сол кезде. Сұраққа жауап берсе енді. Любой сұраққа жауап берсе сен, короче. Давай, қолсың ғой сен, я. Сен қолсың, я? Ибрагим, сен қолсың, я, сен қолсың, короче. Мойында сен қолсың. Сен аурусың да кішкене, бір аура психический. Жоқ, сен қолсың. Любойын шақыр мұнда. Любоймен сөйлесем. Шақыршы. Любоймен сөйлесем. Любойын шақыр деймін мен саған. Сен қолсың. Сен аурусың. Я, сен қолсың, короче. Кетесіз. Амансыздар ма? Саламатсыз, айта беріңіз. Ибрагиммен мен сөйлесейін деп едім. Аха, жақсы сөйлеңіз. Ибрагим қол. Ибрагим, сен қолсың. Адамның қолы, Тоқаевтың қолы. Жалпы сен қолсың, 100%. Ганди, айтып сөйлесе беріңіз, микрофон өшіремін. Амансыз ба? Ибрагим, былай ғой, біз бәріміз де мұсылман халқымыз, е? Сонда Құранда жазылған, халқыңа, еліңе, жұртыңа, көршілеріңе қастық жасадың ба? Қиямет қайымда осының бәрін сұраймын деген. Құл ғой, құл ғой. Біздің билік басындағылар стреляйт на поражение деп жазықсыз жас жеткіншек ұлдар мен қыздарды атып тастады. Елдердің отбасын асырап отырған еркектерімізді өлтіріп тастады. Оны маған неге сұрақ қойып отырсыз? Маған неге айтып Тұра тұр, қазір сұрақ қоям. Қала берді. Бұл сұраққа, бұл құлға сұрақ қоймай қойсаңыз, бұл жауап бере алмайды. Мен сұрақ қойдым. Еркектердің барлығын түрмеге тоғытып жатыр. Елім, жұртым деп жыртысын жыртып жүрген нағыз азаткер белсенділерімізді соттап жатыр. Сонда ана билік басындағылар не ертеңгі күні жәннатқа бара алады деп ойлайсың ба? Сұрағым сол. Жарайды, тоқтаңызшы. Ассалаумағалейкум, баршаңызға. Тоқтаңыздаршы. Ибрахим, қоя тұршы. Мен сөйлейші, мен кетемін. Мен кетемін қазір. Уағалейкум ассалам. Мен кетемін, мен қазір. Ибрахим, кетемін, қоя тұршы. Ибрахим, қоя тұршы. Аузын жауа тұршы, Ибрахим емес. Ибрахим, бір минут. Сөйлемесің. Ибрахим, сен құлсың, сөйлеме бол. Мен қолмын, братан, тыңдаңдаршы. Сен құлсың, Ербол, сен де құлсың, қалай жағдай? Мен Алланың құлымын мен. Адамның құлысың сен, Ербол. Тоқаевтың құлысың сен. Тоқаевты... Ербол, сен Тоқаевтың құлысың, сен құлсың, короче. Берік, братан, сен маған тіркеліп алғансың ғой, подписка жасап алғансың. Білем, мен сен көргем эфирлерін, маған тіркел, сен құлсың, короче, Мен тіркелмеймін саған, Берік, тыңдашы. Тіркелмесең, сен құлсың, короче, сен құлсың. Аха. Тоқаевтың құлысың, мойында құл екен. Сендер әшейін, мына телефонмен, провокация. Сен құлсың, Ербол. Болмайды, мен сендерге айтайын. Қой, брат, бауырым. Путиннің құлысың сен, айтпай ақ қойшы. Бауырым, қумаңдары. Құлсың сен, құлсың. Путин русский язычный народ дегенде Тоқаев айтқан жоқ па, Тоқаев? Не деп айтты Тоқаев? Сен құлсың, сен Путиннің құлысың, сен Тоқаевтың жоқ қой Тоқаевқа, неменеге өйтіп Тоқаевтың несін фотосын қоймағансың? Құлсың сен, құлсың, Берік, құлсың сен құлсың. Енді доказа тыңдасай сөз берсей, сен не оқпаған аурасың? Сен құлсың ғой, мен құлдарды тыңдамаймын мен. Мынаның эфирінде не қылып отырсыңдар бәрің халқым, мынауың провокатор ғой қатын сияқты. Құлсың сен, Ербол, сен құлсың. Аллаға сансыз шүкір, Алланың құлымын өлгенше. Ербол, мен саған дәлелдеп берейін ба сен құл екеніңді? Сөйлесе аласың ба мен? Духың жете ме, уақытың бар ма? Сөйлесіп тұрмын, айтсайшы. Уақытың бар ма? Айтсайшы, сөйлесіп тұрмын. Бар ма уақытың? Мен саған айтайын. Сен сайлауға қатыстың ба? Не сайлауға? Ана Тоқаев деген сияқтылар сайлауға қатыстың ба сен? Вообще қатысқан жоқпын сайлауға. Вот именно сен құлсың ғой, содан кейін бар. Түсініп отырсың ба сен? Сен қатысқан жоқсың сайлауға. Сен дауысың ұрлап, сен құлсың. Сен ешкім сұраған жоқ. Өзі бар президент болып сайланып алды. Тоқаев қылмыскер. Адам өлтіруші, қаңтарда халықты өлтірді. Соны білесің ба сен? Тоқаев адам қаңтарда сен не өлең болса да бір сөз болса да айтып шықпадың, Берік не провоцировать етіп отырсың? Мен өлең айттым осы. Мен қайда болдым? Қаңтарда құл жұтқан адамдарға әңгіме айтшы, сен маған не әңгіме айтып тұрсың? Қайда болдым мен саған? Қаңтарда қайда болдым деймін саған. Мені білесің бе қайда болғанымды?
Хуй узнать, сен қайда болған, шешеңнің амында болғаншасың, не Эй, провокация. святойға тиіспе, слабый. Шешеңді итшіксің, қотақпас сен, нахуй, Сен провокатор. слабыйсың, сен слабыйсың. Сен провоцировать етіп отырсың ғой, басқа не істеп отырсың? Шешеге тиіспе, аяқ қолын шешең, амы, тыңда, нахуй. Мен саған жай сөйлеп отырмын бағадан бері, зайбал, нахуй. Қатын құсап отырсың ғой, сен не провоцировать етіп отырсың? Сен құлсың, Ербол. Баше повод жоқ қой сенікі Тоқаевқа. Сен құлсың деймін саған, Ербол. Сен құлсың, Ербол. Маған похуй, маған Тоқаевты не істейсің ба, қызық емес. Сен святойға тиіспе, слабыйсың. Мына жерде мен халықтың мұңын айтатын баламын. Бірақ сен нақ провоцировать етіп отырсың халықтың. Құл айтсай мұңын, айтамай отырсың ғой, құл болып отырсың ғой, құлсың ғой сен. Шешеңнің амына қарап жүрсің ба бәрін? Мал, жорстан сөйле. Сендер бәрін не қарап жүрсіңдер? Мен елдің мұңын айтып жүргенде зайбал нахуй. Құлсың сен. Шақпақтың шейінде жіберген жоқсың ғой, не провоцировать етіп отырсың нахуй? Сен құлсың деймін саған, Ербол. Қаңтарда мен өлең айтып конкретно обосновать етіп беремін, сен құлсың деймін саған. Қаңтарда, вот именно қаңтарда оқ атты дейсің, қара, тыңда. Халықты өлтірді Тоқаев. Қаңтарда қара, қаңтарда мен өлең айтып шықтым ба, тыңда. Сен қайда болдың? Адам өлтіруші, қылмыскер Тоқаев. Мен сотталдым сол кезде, аға. Мейлі, аға. Мен қайда болдым? Сен қайда болдың, нахуй? Қайда болдым? Маған шақпақтың шейін жібермейсің, нахуй. Мен қайда болдым деймін саған, мен қайда болдым? Шешеңнің амына құм жұттың ба? Хорошо, қай жақта бол мен шешем, жауап берші. Хорошо дейді, шешең піскен қотағым жемей отыр онда, нахуй. Қаяғым жемеші, Ербол. Қайсың не еді, әрқайсың қотағым жемей отырсың. Сен құлсың, Ербол. Алланың құлымыз бәріміз. Ербол, сен құлсың. Адамның құлы емеспіз. Ты раб, понимаешь? Ты раб. Болды ма? Болды, аға. Маған шешеңі басып қойды ғой, Путин Тоқаевың шешеңнің амына білем ба? Ауылды жүріп сен қотақпас. Қотақпас. Тоқаевсың құлысың, сен құлсың. Берік қотақпас. Сен құлсың. Сен құлсың. Болды ма айтатын сөзің? Сен құлсың. Ербол, мен сен жеп қоямын, Ербол. Мынаның әңгімелеріне, мынаның бәрін қараңдар. Мынаның бәрі провокатор, нахуй. Сен құлсың. Ербол, сен құлсың. Сендерден гөр Тоқаев жақсы, Ербол. Сендерден гөр Тоқаев жақсы. Не қылып атсың шешең? Сен құлсың. Обосновка қойсайшы, нахуй. Обосновать етіп беремін мен саған. Сен сайлауға қатыстың ба? Тоқаев сайладың ба сен? Сен сайлауға қатыстың ба енді? Сен құлсың сен. Шешең сайлауға қатыстың ба өзің? Сен құлсың деймін саған. Енді сен қатыстың ба, нахуй? Қайда қатыстың ба? Мынауың ішіп алған ғой, нахуй, сен ішіп аласың ба? Сен құлсың деймін саған, Ербол. Сен құлсың. Енді базар жоқ. Мен құл екенмін. Тоқаев мынандай екен. Түріңді ашып айтсайын, нағып түрің жауып отырсың сен. Сен құлсың. Сен нағып түрің жауып отырсың енді. Жоқ, мыналарынан қараңдар мынаны дейін. Нағып түрің жауып отырсың. Сен құл, Ербол, сен құлсың, мен саған айтайын. Мен Аллаға сан шүкір, Алланың құлым. Отыра бер, ешқайда кетпе деймін саған. Сен нағып бетіңді ашпайсың. Ешқайда, камераңды ашшы давай сен. Сен аш камераңды. Ашсай камераңды. Міне мен ашып тұрмын камераңды. Ашсай камераңды сен. Аш сен. Аш давай, аш. Аха. Аш сен камераңды. Вот, Ербол, мен саған айтайын, сен құлсың, короче, сен құлсың. Мал. Сен камераңды ашсайын. Мен Алланың құлымын, Аллаға сан шүкір. Сен мужиксің ба? Ал, ашшы түріңді. Түріңді ашсайын. Мен мужикпін, құлсың сен, құлсың. Кешеңнің амы мужиксің сен, далбайып. Ербол, сен қайты қотақпас. Сен құлсың, Ербол. Мына түрі қайты зайбал, наху. Ербол, сен құлсың. Малғын. Ербол, сен құлсың. Тоқаев, сила. Сен терпиласың, наху. Маған похуй, не дейсің? Сен құлсың, короче. Жоқ, Тоқаевтың фотосын қойма, провокация, қайып істеп отырсың ба? Басқа қайып жоқ па сонда, сенде? Сен құлсың деймін, Ербол. Сен құлсың, Ербол, сен құлсың. Комитеттің адам дейді, комитеттің деген емес, мен біреу танымайды, міне. Ерболат, сен құлсың. Мен саған білесің ба, миыңа бар ғой, мозговой штурм жасаймын қазір, білесің ба, сен құлсың деймін саған. Жоқ, не істеп атсың Алла? Мынау не пайда? Сен құлсың, сен құлсың, Ерболат. Аллаға сан шүкір, Алланың құлымын. Сен құл, адамның құлысың, сен Тоқаевтың құлысың, сен құлсың. Тобырсың сен, тобыр. Манқасың сен, манқа. Сен мұрын боқсың, сен құлсың, короче. Ерболат, дірілдеме, сен құлсың, сен құлсың. Ерболат, дірілдеме, сен құлсың.
Мынау шыбаған ағайынның халқым, мынау шыбаған халқым. Сен құлсың Ерболат. Мен Видео шығарсай мен туралы. Қазағым. Мен туралы бір видео шығарып қойсай. Айдан айжа жоқ, шайдан чай жоқ саған видео тұрмақ. Қаяғымда жоқ саған просто. Құлсың, мен шығарам онда сен видеоңды. Айдан айжа жоқ, Тоқаев бірдеңе деп мысалы Тоқаев деп жатсың да мысалшы. Тоқаев сені танымайды да ғой мысалы кеңкелесін. Не істеп отырсың сен мысалы? Құлсың. Сен мені бұрын таныдың ба? Мені таныдың ба бұрын? Сенің амы танимын ба мен сені? Нахуй танимын? Қазір танисың ба? Қазір мені танисың ба сен? Мен сені танымаймын, сен мразь. Неге танымайсың сен? Бет аузың жоқ сенің. Неге танымайсың сен? Сен құлсың, короче, құлсың. Бет ауыз қаяқта? Сен құлсың. Бет аузыңды ашып айтшы соны, бет аузыңды ашып айтшы. Сен құлсың, короче. Тоқаевтың фотосын қойып алдың. Сен қорқыптысың, Тоқаев ұстап алады, көтің сізгет деп қорқып отырсың ба? Құлсың сен. Ей, қорқып отырсың, түріңді ашсай, мал. Сен құлсың. Ербол, сен құлсың. Халқым, мынаны қарап отырсыңдар, мынаны бәрінше. Сен құлсың. Мынаны бәрін қарап отырсыңдар, халқым, мынау провокатор түрін көрсетпейді. Мынау Тоқаевтың суретін қойып алады, бірақ Тоқаевтың бетіне айтамайды мынау. Неге айтамайды? Айтамайсың сен, мразь, қорқақсың сен. Хорошо, айтам бетіне. Провокаторсың сен, түріңді ашсай енді, не түріңді ашып айтшы. Тоқаев шақыр, мен айтайын, давай. Түріңді ашып айтсай? Тоқаев шақыр, бетіне айтам. Шақырмай ақ та қой. Сен түріңді ашып айт, түріңді көрсетсең, сен қауып алады мынау. сен құлсың. 169 адам отыр, мына ішінде сен железно мына жерде КМБ-сі бар, басқасы аңдып отыр. Сен қауып алады, түріңді ашып айтсай сен. Хуле біле айтпайсың нахуй, қотақпас нахуй. Құдайдан қорқсың сен нахуй, Тоқаевтан қорықпаса шешеңнің аңы. Сен құлсың. Мынау мал ғой, Сен құлсың ғой, құлсың. Мынау мал ғой. Сен құлсың. Отыра бер, кетпе ешқайда, сен құлсың. Кетпеймін, қызық керек болып тұр ма? Сен құлсың, зор құл екенсің. Ерік, түрің жоқ ба? Өлеңдерім әрқашанда өтімді, шындықпенен жара берем өтіңді. Сен түріңді ашпайсың өйткені, айыры беріп білем сенің көтіңді. Отыра бер, мына мені жаманда. Жаманда пидарас, жамандасаң жағылмайды жаманда. Мен мына жерде отырмын, халықты жайғасын алаңда. Айта бер, құлсың, Құлым айта бер. Сен құлсың. Аллаға сан шүкір, Алланың құлымын. Сен Тоқаевтың құлысың, Путиннің құлысың сен. Әрқашан қозғай берем отанды, беріктің халқым-ау көңілі чотамыңды. Ей жаным, Тоқаевтың суретін қойып алсың, түріңді ашпайсың, қотағыма жеп отсың қотағымды дегендей ғой. Ас болсын шешейің. Сен құлсың. Аға, шешейің, шлюхасың сен. Сен құлсың. Сен шлюхасың. Сен шлюхасың. Жынды болдың да. Мынау да жынды болды. Қайырлы күн. Мына өлеңдерді қайдан үйреніп алдың? Тақпақтай. Құлсың. Провокаторлар түрлерін қайда сендердің? Кездескеніме қуанып тұрмын сендер. Шешең сізгейіндер, шешең дейсіккілер, қотақпастар. Шешең жәлеп сендердің ақ. Шешең дейсіксің ақ, қотақсалептер. Шешең дейсіксің, шешеңнен қадыр кеткен қотақпас. Сен жәлептің баласың, жәлепханадан шыққан баласыға қотақпастар. Запись жүріп жатыр, ертең қыңсылап. Записіңа қотағым шешеңнің амы. Записіңа қотағым. Қазір КНБ барады үйіңе, тоқтат. МВД барады. Қотағым сенің зайбал записіңа. Жібер. Құлсың ғой, Ербол, қашпа, хорошо? Құдайдың құлымын, Аллаға шүкір. Сен Путин мен Тоқаевтың құлысың, сен қашпа ешқайда, хорошо? Сен құлсың. Қоя, наху. Сен құлсың. Жоқ, енді зайбал Путин мен Тоқаевтың құлысың деп айтуды бетіңді ашып айтсаңшы, құрметті Қотақбас мырза. Сен құлсың. Бір өлеңнен оқы енді, бір өлеңнен оқы. Құл. Давай, бір өлеңнен оқы. Қотағым жеңдер. Неге ашуланып тұрсың? Ашуланып тұрған жоқ. Просто пидараздар түрлерін қаяқта сендердің. Шешең сізгейіндер. Боқтама дейін. Шешең дейді сікіре. Қашшалеттің балалары. Қаншықтың балалары шешеңнің аме. Манқа тоқта. Сізгейін. Омайладан көтінен сігілген балаларын ақ. Манқа тоқта. Сен авалама тоқта. Біздің эфирде өтсің ғой, біз саған условия қоямыз. Эфиріңа қотағым шешеңнің аме. Тоқта, манқа дейін тоқта. Сен бірінші қаяқтансың, соны айтшы. Шешең сізгейін сен шешеңнің аме. Манқа тоқта. Құлдар үндемеу керек. Қожайындар. Микрофон өшірме, Болат. Микрофон өшірме. Құлсың сен, Құлсың сен. Ербол сен, құлсың. Құлсың.
Аллаң құлымын, пидараздар түрлерін қақты. Тоқаев пен Путиннің Манка аузында тісің түгел емес қой, неге тоқташы? Жәлептің Манка неге балалары. аузында тісің түгел емес? Жәлептің балалары, шешеңнің амы. Манка тоқта. Тісің түгел емес қой, не болды? Жәлептің күшіктері, шешеңнің амы. Тісімде шатағаң болмасын, шешеңсіз. Құлдар, мен тісімде шатағаң болмасын, тісімде шатағаң болсын, қотақпас. Мен бетім ашық қазақтың азаматымын, елдің мұқтажын айтатын. Сен шешеңнің амы провокаторсың. Манка, сен қай жерде айтып жүрсің? Шешеңнің амы. Бет аузын қайта қотақпас. Мен сияқты бет аузымды ашып отыр шешеңнің амы. Жоқ, сен қай жерде айтып жүрсің? Бұрын сені көрмедік. Манка, тоқташы, боқтама. Шешең дейтіксін, ұмаянаның көтін тісігіне. Мына қазақтардың бәрі осындай жабай деп адамдар ойлайды ғой сөзін. Шешең тісігей маған поқой сенің адамдарың не ойласа да қотағым нақыл. Қазақтар көріп отыр ғой мына жерде 510 қазақ көріп отыр ғой. Сен жабай надан екен. Басын шауып тастасын нақыл. Басын шауып тастасын шешең. Ербол құл, Ербол құлсың сен. Құдайдың құлымын, Аллахтың құлымын. Сен Тоқаевтың құлысың. Үш қотақпас, тыңдаңдар. Три қотақпаса. Қотақпас тыңдаңдар. Екеуің түрлеріңді ашпайсыңдар, қотақпастар. Құлсың. Шешең тісіге мен сияқты құл болмаса сен қотақпас нақыл. Жоқ, Манка, сен неге өтірік намыстанып отырсың? Жоқ, шешең тісіген Тоқаевтың суретін қоқ болғансың, бетін айтамасаң, шешең тісіген өтірік провокатор, сука, нахуй, мразь, нахуй. Шешең тісікір қотақпас, Тасшалептің баласы, Қаншықтың баласы шешең. Тоқаев сен құл, Ербол, сен құлсың. Путиннің Тоқаев. Шешең Тоқаев біздің елбасшы, Қазақстан президенті, қотағыма оқып қойсыңдар өйтін. Тоқаев құлсың сен. Шешең, мал. Басшы дейді, патша дейді, құдайдың көлеңкесі дейді. Не үшін оны оқып қойсыңдар шешең? Тоқаевтың құлысың сен, құлсың. Болды ма? Сен құлсың, Ербол. Сен Тоқаев ары бері өкпеңді айтсай, бет аузыңды ашып, қотағым ашып өтсің. Тоқаев қылмыскер, қаңтарда халықты өлтірді, оғат. Тоқаев адам өлтіруші, қылмыскер, адам өлтірді. Тоқаев ескертті қайтыңдар деп. О жерде Назарбаев пен Тоқаевтың соғысы болды, талбайып. Қылмыскер, қылмыскер, адам өлтіруші, қылмыскер. Тоқаевтың құлысың сен, Тоқаевтың құлысың. Мен лично білем әңгімені. Тоқаев халықты оғатып өлтірді. Тоқаев қылмыскер, адам өлтіруші, қылмыскер. Енді айтсай бет аузыңды ашып айтсай, қотағым айтып өтсің. Сен құлсың. Бет аузыңды ашып айтпайсың ба, шешең сізге мразь. Ербол, сен құлсың, Ербол. Сен құлсың. Құлдар. Мынандай пидараздар Қазақстанда өте көп. Мынандай шешең сізгендер өте көп. Бұлар Манка, сен боқтанбай сөйлеші дұрыстап. Жабай қазақтар. Жарайды, мақұл, кешірші шешеңнің амы, кешірші шешең сізген. Тыңдашы. Мына қотағыма сен шешең сізгендер түрлеріңді ашып өтсіңдер. Шешеңнің амдары. Манка, сен тіратыр деймін, біз саған дұрыстап сұрақ қойып. Кешірші тағы да шешеңнің амы, кешірім сұрайым, шешеңнің амы, шешең дейтсің. Жоқ, Манка, сен тоқта, біз саған сұрақ қойық. Жарайды, шешеңнің амы. Дискуссия, диалог дегенді білесің ба? Шешең сізген бірақ сұрақ қойып жатыр. Фотоңды шешеңнің амын ашып өтсің, шешең сізген. Тоқта деймін, Манка, саған айтып тұр қой қазақша. Жарайды, кешірім сұрайым, боқтанбай сөйлешейші, біз сені боқтап атқан жоқпыз ғой. Ата-бабаң сізгейін, қотақпас, провокатор. Фотоңды қашан ашасың, шешеңнің амы, Тасшалеп. Манка деймін, тіратыр деймін, біз саған сұрақ қойып отырық. Сен нормально сөйлесе аласың ба, сосын барып сөйлесің. Жарайды, шешеңнің амы, тағы да кешірім сұрайым. Психически больной ауру ғой, ауру. Фотоларын не ашпайсыңдар, қотақпастар. Ауру мынау ше. Психически ауру ғой. Психбольницаға бар, емделсеңші. Жоқ, бұл қай жердің Манкасы, қай ауылдікі? Білмеймін, бір қой әйтеуір, қайдан шыққан бір қой Манкаға әйтеуір жүрген. Мен сияқты қойдан 300 мың подписчигі бар, халық тыңдайды мен шешең. Маған қызық емес. Сен сияқты мериносттар ғой, ана өтірік тақпақтармен қылтыңдап жүретін. Қотақпастар, фотоларың жоқ шешеңнің амы, біреу жамандағанда пиздесің. Ринат, мақалдатып Умаянаның көтін тесігінен сігіп туылған қотақпас. Жәлеқпанадан шығып. Манка, тоқта, ана Ринатта сен сияқты қыртылдап, депутат Ринат берме, шешеңнің амы, әр адам әрқалай қотақпас. Мен сен сияқты фотомен отқан жоқпын. Шешең тісіген фотоңдаш қотақ. Ринатта сен сияқты жақсы сөйлеген, Манка, тоқташай, сен жайдап сөйлешейші. Ринат сияқты болып ал, шешеңнің амы, мразь. Ой, Құдай сақтасын, Ринаттан Құдай сақтасын. Құл ғой деймін. Ой, шешең тісіген, даже сен оның тырнағында Ринаттың тырнағы көрінді, сен шешеңнің амы. Ринат сен Қосановтың братишкісі ғой, білмейсің бе, Қосанов деген клоунның?
Ринат Манқа қылмыскер ол. Қосанып сенен гөр тәуір шешең сісіген, Қосанып та сенен жақсы нахуй. Қосанып қылмыскер, Ринат қылмыскер. Шешеңнің ам түрлерің қаяқта сендердің, дакан айтшы маған. Тоқта, Манқа сен Қосановты қолдадың ба сайлауда? Құлсың сен, құлсың. Мынау шешең ам. Мынау ёппам, мен Қосанов не істегенде мен бала едім, мектепте оқитын шешеңнің амы мырас сен. Жоқ, енді сен сол Қосановқа, ана Ринат братанға қарап өстің ғой. Ана өлеңдетеді, ақындатады, қыртылдатады, домбырасын алып алады. Ей деп сен сияқты бір өтірік тақпақтарын айтып қояды, надан қазақтардың құлақтары салбырап Азам жүреді. кешірім сұраймын. Мына екеуі просто өйстіп боқтатып отыр. Кешірім сұраймын. Ербол, сен құлсың. Сен слабыйсың, Ербол. Сен құлсың. Жандарым. Мына екеуі пидор екен, кешірім сұраймын, халқым. Қандай пидорлар маған деңдер, халқым. Қашпа, Ербол. Аға, қашпаймын. Ербол. Мына отыра берем. Қошқарсың ғой сен, қошқар. Жаным. Сиыр бол, сиыр. Ыңқылда. Ербол, сен Манқа неге өтірік намыс тауып отырсың? Алқаш, Ербол, алқаш сен құлсың. Ербол, не болды? Құлсың ғой сен, Халқым, кешірім сұраймын. Манқа жауапты сұрақ қойып. Олар өздері құйттап отыр да. Манқа. Тоқаев атаның суретін қойып қойған мынау нақы. Манқа сен де депутаттыққа сұнайын деп тұрсың ғой скоро, Мәди Ахметов сияқты. Жоқ, депутат болмаймын. Мынау шешесіз кейін. Сен сияқты Тоқаевты айтамайды да нақы. Мысалы мен айтам, Тоқаев минусын көрем, айтам, Тоқаев сен мынауың дұрыс емес. Жоқ, тоқта, Манқа сен мына Микрофон Ринатта. өшірме, қатын құсап, провокатор. Жоқ, тоқта, сен тыңда, Ринат сияқты сен. Микрофон өшірме, шешеңнің амын тағы да айтамын. Сен боғауыз айтпайсың ғой, сол уақытта нормально сөйлесеміз енді. Қашпа. Ой, пидарас, сен фото қойып болғанда боғауыз айтқан жақсы саған, шешең сізге. Бұлай ғой, короче, сендер мейлі біз не істейміз, біз Қазақстан азаматымыз біз. Сендер өшін провокация жасап отыра беріңдер. Ят болады ертең мына тірліктеріңше. Сендер әшейін жүрген бір надансыңдар ғой, фотоларыңмен қойып қойысыңдар. Жоқ, сенің шын бейнеңді көрдік просто, Манқа, түсіндің бе? Тоқи маған бейне, пейне, маған қотағым. Жоқ, сенде ана Ринат братаның сияқты депутат боласың мен қотақпас. Мен саған әнші, звездалардың қасында жүрген қазақ емеспін. Елдің мұң-мұқтажын айтам, халық мен жақсы көреді. Қотағым жеңдер, любойың. Жоқ, қай Манқа сен қай жерде жүріп қотағым жеңдер. Манқа сен тиктокта жүріп айтып жүрсің бе? Шешеңнің амы. Мен любой ситуацияда жүрмін, сен білмейсің ғой, не істеп жүргенімді. Жоқ, сен тиктокта жүріп маңырап жүрсің ба, өтірік өлеңдерін шығарып? Болды, сен неғып фотоңды қойып қойғансың, түріңді ашпайсың ба, бірақ сұрақ сендерге. Неғып фотоларың қойып қойғансыңдар? Мұраздар ұқсап, терпейл ақсап отырсыңдар, фотомен отырсыңдар. Көттерің шыдамай ма, беттеріңді ашуға, жүздеріңді ашуға, көттерің шыдамай ма? Құлсың ғой сен, құл. Көттерің шыдамай ма, айтсашы мейлі, құлмын мен аға. Сен көтің шыдай ма, бетіңді ашып айтуға. Көтің шыдамай ма, страницасын жаңа қарап отырмын, ашпышы. Тоқаевтың құлысың ғой сен. Определенный темаларды алып алады да мыжып жүреді Манқасы. Ербол, сен Тоқаевтың құлысың сен. Тоқаев қылмыскер адам өлтіруші, қаңтарда халықты оқ атып өлтірді. Манқа сені Тоқаевтың ана иттері сені атқанда, арқаңа өтек басқанда сен басқаша сөйлеп отыратын мына жерде. Қаңтарда ше. Случайно оқ тиіп кетіп, арқаңа өтек